Нарықта видеографтардың дәуірі енді басталып жатыр ғой, Видеограф деген өзі бір енді келіп жатыр ғой. Гулимен шыққан ролик қанша просмотр жинады деп? 22 миллион. 22 миллион. Бірақ бұл потолок демедің сен. Ең потолок просмотр қанша? 50 миллиондай бара. Қай брендпен жұмыс саған ең үлкен апгрейд алып келді? Менде қазір ше Louis Vuittonмен жақсы жүріп жатыр жұмыс. Қазақстанда видеографтарды әлі толық бағаламайды. Келісесің бе? Келсем, Сенің ең қымбат түсірілімің қанша болды? 2,5 миллион қалдым. Қазіргі таңда видеограф айына қанша таба алады деп ойлайсың? Негізі өзің ценаңды өзің қоясың. Біреу саған келіп қойып бермейді. Сені ұстап тұрған ең үлкен қорқыныш қандай болды? Ертең аш қалам ба деген нәрсе бар. Құрметті достар, бүгін бізде Ойлап подкастта жаңа студияда қонақта Қазақстандағы номер 1 фэшн видеограф Қайрат Көреген. Жалаңаш қыздар түсіретін видеограф па дейді ғой. Сен Қызылорданыкісің, Иә. Сен екеуміз Ең бірінші Қызылордаға сіз келдіңіз ғой, мен жаздым ғой, білесіз ба? Бірақ жолғамай кеттік. Запись кетіп жатыр, Мына андағын қосасаш? Қосылып тұр ма? Жолғамай кеттік қой, содан кейін мен сізге не қылдым ғой. Алматыға, содан общение болып кетті ғой бізде. И потом Алматыда мен съемкаге шақырдыңыз ба бірдеңе болды. Мен Қызылордаға барған кезде ме? Қызылордаға келген кезде мен жаздым сізге. 2019-да, примерно. Сол кезде съемкамен келдіңіз ба әлде? Съемкамен келдім. Иә. Бір заказбен келгем, негізі. Қол тимеді ма? Так, 2019-дан бері сол кезден таныс болатын болсақ, одан бері 6-7 жыл өтті ма? 7 жыл өтті. Сен сол уақытты жаздың, сосын Алматыға келдің, Содан кейін 1 жылдан кейін, 2020-да келдім. Сен, карантиннің алдында келдің бе, или содан кейін? Карантин бітіп атқан кезде. 2020 ма? Бітіп жатқан кезде. 20-ның аяғы ма? Сол кезде бір кездестік, Содан бері уже 6 жыл өтті. 6 жылдың ішінде қазір енді сен Қазақстандағы топ фэшн видеографер болып отырсың. Өте күшті нәтиже. Сол уақыттан бері сен танимын ғой. Содан кейін бері енді андай көз алдымда қарап, жаңағы бақылап жүргеннен кейін, содан кейін сен шақыруға бел будым. Қош келдің. Қош көрдік. Жаңа студияға қош келдің. Қалай атмосфера? Күшті, әдемі. Вайб күшті екен. Тыныш. Өте қуаныштымын. Құрметті достар, бүгін бізде Ойлап подкастта жаңа студияда қонақта Қазақстандағы номер 1 фэшн видеограф Қайрат Көреген. Қош келдің, брат. Қош келдің. Бүгін енді сен деп сөйлесе берейік бір-бірімізге, өйткені сен қай жылғысың, брат? Мен негізі айтпаймын. Ол секретный информация. Енді түсініп отырмын не үшін. Өзіме қатысты көп информацияларды айта бермеймін, өйткені өзім неме байланысты ше, мен жақта мысалы менің туыстарым кім деген сияқты мен айтқым келмейді. Өйткені қазір менің істеп жатқан көбінесе хейт жағынан көтеріліп жатқанымды біледі ғой, мен былай сырттай қарасаңыз көбісі басқаша таниды мені. Да? Иә, көп хейт кетіп қалады, зияным жақындарыма тиіп кетпесін деп. Мен өзім жайлы көп не қыла бермеймін да. Атым мен фамилиям тұрады. Фамилиямның өзіне де не тиіп кетіп жатыр ғой енді. Көреген десе көреген екен деген сияқты андай. Сондай комментарийлар келеді. Мен кішкене бұл жерді өткізіп алған сияқтымын. Бұл қандай хейттер? Именно жаңағы модельдерді. Модельдер мен кішкене ашықтау түсіп қалған бір нелері бар да. И сол мысалы 22 миллион просмотр жинаған. Керемет. И сондай нелерде уже мені басқаша таниды да. Короче, бір оқиға болды. Есентайда жүрік, бір блогер қыз, танымал, атын айтпай-ақ қойын. Сөйтеді да, осындай Қайрат Көреген деген келеді дейді да. Қайрат Көреген бірдеңе деп әңгіме айтып жатты. Мен қасында тұрмын да солардың. Мен түрім танымайды екен да, атымды біледі екен. Сөйтіп, анау жалаңаш қыздар түсіретін видеограф па дейді ғой. Сонымен, мен ғой десем, ұялып кетеді ғой ана қыз. Сондай жағдайлар болған. Сонымен бір кішкене ашықтау түсіреді деген. Енді ол жерде біз модельге мен мысалы сен мынандай кейін мынандай деп айта алмайсың, ол өзіне ұнайтын нәрсені киіп келгісі келеді. Тем более қыз бала, оның сен несін түсірмеуің керек та, ол келген кезде. Самооценкасын қалай келеді,
солай әдемі қылып түсіру ғой негізі менің міндетім. Әдемі жерлерді көрсету ғой. Әдемілікті көрсету. Негізі. Эстетика дейсің ғой. Модельдер болғаннан кейін. Өте жақсы. Мен неге сен деп әңгімелесе берейік деп айтқаным, өйткені осы алдыңғы 2 эпизодта ұстаз болды, екінші кісі кәсіпкер психолог болды, олармен сіз дегеннен кейін енді маған сен дей беріңіз. Сен дей берем. Сенің ең қымбат түсірілімің қанша болды? Пакет болды. 2,5 миллионға алдым. Енді бір нем ғой, енді бір 2,5 миллион сол пока. Бір түсірілім. Бір болғанда енді бір пакеттің ішінде бір бар ғой 10 видео, 10 рилс деген сияқты. Енді рилстар кішкене ұзақтау, жаңа кино сияқты. Сондай бір пакет алғаным бар. Ал қалған енді кәдімгідей ғой, простой. Өйткені мен түсіретін модель қыздардың шамасына қарай мен сума қойып қойғанмын. Одан төмен емес, жоғары емес. Егер мен жоғары қоятын болсам, маған үлкен ақшасы бар әйелдер түседі. Ол мен инстаграмымды немді әдемі қылмайды негізінде. Бірақ ол кісілерді де түсірем, но бірақ маған көбіне мен модельдермен жұмыс жасағым келетін болғаннан кейін, өзім фэшнді жақсы көретін болғасын, осы салаға қызығатын болғасын, мен сол модельдермен жұмыс істегім келеді, жаңа лицолармен. Қай кезде мен видеограф болдым деп нақты түсіндің? Мысалға сен бұның алдында фэшн индустрияның алдында тойда жүрдің, той саласы. Ал Қызылордада жүрдің бе? Қызылордада менде студиям болды, менде 9 балаға дейін жұмыс жасадым. Ал оған дейін жаңағы айтып жатырмын ғой, камера бала дейді ғой. Сондай болдық қой, құдалыққа барасың. Ол кезде бізде 2000 теңге төленеді. 2000 теңге. Енді бір бала заказ алады, өзі 5000 алады, маған 2000 теңге береді. Солай шығып бастадым. Бір мынандай момент болған. 3 күн қатарынан шығам, 2000 теңгеден 6000 теңге. Жаңа күнде азынан кешке дейін жүре бергесін, көзім көрмей қалады, андай бұлдырлап ше. 5000 теңгеге дәрі аламын ғой. Минус та емес, плюс та емес. Енді ол кезде жаңа Қызылорда жақын ғой, маршрутпен немен жүре бересің да, әйтеуір былай апарып тасташы, болмаса жаяу қайта саласың. Солай бастаған кездер болған. Сондай моменттер, 2000 теңгеден жаңағыдай камера, штатив жоқ, өзің арқалап тұрасың. Сондай моменттер. Ал қазір қанша деп ойлайсың Қызылордада? Қазір ол жақтың бағасы 15 мың. Сондай ма? 15 мың, 20 мың болу керек. Ол кезде енді біз де білмеймін, ақша құнды ма, әлде жас болдық па. Мен фэшн саласына келгеннен кейін, уже видеограф деген, оған дейін видеограф деп айтылмайтын еді ғой, білесіз ғой. Мобилограф деп айтылады. Қазірдің өзінде бізге мобилограф дейді ғой. Ол мені қатты қынжылтады, әрине. Үлкен кісілер енді біле бермейді ғой, олар ол мобилограф деген нәрсені танып қалған. Ол видеограф деп айта алмайды ғой. Болмаса жаңа олда апалар жаңа камера деген. Камера бала дейді ғой. Камера бала бергелі, короче. Тамақ ішесің, жүр деп құдалардың қасына отырғыз қой, ет бер, ет асат, сөйтіндей болған. Сол мобилограф деп айтады. Видеограф деген өзі бір енді келіп жатыр ғой. Қазір адамдар енді үйреніп жатыр. Видеограф деп кәдімгі бөлек бұл жаңағы блогерлердің өзі қазір видеографтар блогерлерге жақсы контент жасап беріп отыр ғой. Ең мықты контент видеографтардан келіп жатыр да. Сол үшін блогерлердің өзі жеке сыйлап сөйтіп жатыр ғой қазір. Бұл да бір андай видеограф дегенде бір кішкене несі көтеріліп жатқан сияқты. Мобилографтардың бәрі видеограф болып жатыр. Менен мысалы қанша мобилограф оқыды, видеограф болып жаңағыдай прайстарын көтеріп. Енді білесіз ғой, мобилографиядан сен прайс көтере алмайсың. Өйткені соткамен түсірілген нәрсе мен камерамен түсірілген нәрсе ол бөлек болады да. Жермен көкте. Егер сен жаңа сапаны көрсете алмасаң, жаңа сол жердің вайпын көрсете алмасаң, сотка барлық адам ұстай береді ғой негізі. Тем более мобилографияны бүкіл Қазақстан оқып алды. Тек үлкен кісілер ғана оқымаған шығар, бірақ бүкіл Қазақстан оқып алды да, бәрі мобилограф та. Енді қазір видеограф деген нәрсе дамып келатқаннан кейін, сол видеографияға көшіп жатыр адамдар. Жаңа көбінесе қыздар оқып жатыр менен. Қазір бізде Қазақстанда мен өзім ер балдарға қарағанда қыздар мықты ма деймін да. Өйткені енді жаңа хейт жазады, бірдеңе, соның көбісі ер балдарда, а қыздар тек білім сұрайды. Осындай қазір қыздар даже мықты. Мен даже бір оқушым, шәкіртім бола ма, қалай? Сол үйреткен, мен
екі-ақ күн үйренді, өзі енді кішкене қызығып жүрген екен, 2 күн үйренді, әрі қарай уже қазір әрі қарай дамып кеткен, уже менен жақсы істейді. Анау уже иімен фондарын ауыстырады, яғни уже андай, мен цветокоррекция ғана үйреттім да, кейде цветокоррекциясы менікінен де андай мықты, мен өзім андай қарап отырамын да, қызығып ше. Сондай, мысалы, қыз баласы қазір, қыз балдар өте пысық, ер балдарға қарағанда. Енді сенде қазір сонда обучение де бар, иә, менде обучение бар. Мен онлайн мен пока жасаған жоқпын, білмеймін, жасаймын, онлайн сұрайтындар көп. Жаңа Россиядан сұрайды, Өзбекстан, Қырғызстан, бәрі онлайн сұрайды, енді олар келе алмайды ғой бізге. Жаңа Дагестан дейді, сол жақтардан да жазады. Жаңа онлайн. Мен бірақ онлайнда мен білмеймін, бір соны істей алмадым. Маған офлайн үйреткен ыңғайлы, қасында отырып, міне мынау былай, мынаны істейсің, мынандай. Онлайн сатқым, енді болашақта сатып көретін шығармын. Бірақ енді білмеймін, шәкірттеріңнің сапалы түрде шыққанын қалайсың да енді. Қазір енді ол бір жағынан сылтау ма әлде өзімізге, білмеймін, бірақ онлайнға мен қатты не қыламадым да. Көше алмадым. Офлайн бірақ үйреттім, жақсы үйреніп кеткендер болды. Кейбіреулері енді бәрі мықты емес, кейбіреулері енді қабілеті болмаған адам не қыла алмайды ғой. Үйрене алмай, жаңа ақшасын қайтарып бер деп, ақшасын қайтарып алғандар ол. Адам өзіне байланысты деп ойлаймын, үйрену. Өйткені біз бір нәрсені үйретеміз, жолдарын, былай істейсің, былай істейсің. Бірақ адам өзі қалай көреді, солай жасайды ғой. Енді мен көбінесе цветокоррекция жайлы айтып отырмын да, адам енді бұл творчество болғаннан кейін адам өзінің ойымен, еркіндігімен жасайтын нәрсе ғой бұл. Бір нәрсені қоя салу, бірдеңе сала салу емес қой бұл. Мысалы, бір жерді барып краскілей салу емес бұл. Цветокоррекция деген жаңағы ана жерді атмосфераны беру керек қой. Атмосфераны беретін нәрсе негізі. Енді мен фэшн, қазір колористер айтуы мүмкін, мынау не әңгіме айтып отыр деп ше. Енді мен фэшн болғаннан кейін мен фэшн сияқты қылып жеңіл адамдарға. Мен зерттедім Инстаграмда қандай нәрсе өтеді. Жеңіл, киноға қатты жақын емес, мынандай простой емес, орташа. Адам көрген кезде тез просмотр жинау үшін жеңіл көрінетін нәрсе қылып таңдадым да, цветокоррекцияларды. И сол нәрсемен жұмыс істеймін. Бұл менің енді өзім стилім ғой. Енді кино бояйтындардың нелер, олар бөлек уже. Киноға жаңа ұзақ көру үшін, көзді ауыртпау үшін деген сияқты. Біз енді кейде дың жарқырап кету, енді динамика. 10 секунд, 15 секундта сен тақ беріп тастамасаң, адамдар көрмейді ғой, Инстаграм өткізіп жібереді. Қазір алғашқы 3 секунд ұстап қалу керек қой. Хук өте маңызды ғой қазіргі таңда. Цветте андай келу керек та, әдемі болып ше, тақ еткізіп болды. Атмосфераны беріп, өзгеріп ұстап қалу керек. Қалған 15 секундты көру үшін деген сияқты. Сонда нарықта видеографтардың дәуірі енді басталып жатыр ғой, видеограф қазір уже видеографтар уже ии қосып жатыр. Көрдіңіз ба? Көріп байқап жатырмын. Солай жасап жатыр уже. Қазір білмеймін енді фантазияның шегі жоқ дейсің ғой. Қолыңа бір камераны ұстадың, жаңа керек адамыңды 1-2 рет түсіріп алдың, болды. Фонын өзгерт, не қыл, уже дамып баратыр. Қазір біз енді қараңыз, бұл енді идің өзі жақсы жасалу, енді цветокоррекцияға байланысты. Егер сен сапалы дүние алып алсаң, сапалы жасайсың ғой. Негізінде жаңа камерада мен өзім жасап көрдім, соткамен де түсірілген, немесе камерамен түсірілген дүниеден сапалы нәрселер алуға болады екен. Енді бұл қазір енді адамдар тез жаңа не қыла алмаса, әрі қарай уже дамып баратыр ғой, білесіз ғой. Өткізіп алмаса, бұл тенденцияны сол потокқа ілініп кету керек, Енді бірақ қанша ии дегенмен адамдар өзі түскісі келеді ғой. Өзін тірлік көрсеткісі келеді. Тем более андай әйел адамдар өзінің әдемілігін көрсеткісі келеді ғой, енді өзі қимылдаған, өзі тұрған дұрыс дейді. Бәрібір де камера енді керек болады да. Енді білмеймін, әлде де сапа уже өзгеріп баратыр кәдімгідей ше. Бұрын 4К бірдеңе дейді, 4К-ның өзі не қылмай қалады. 8К деген әңгімелер болып жатыр ғой. 8К түсіреді деп жаңа камера алатын болса, уже 8К түсіреді деген сияқты несіне қарап жатыр да. Сондай параметрларына, солардың нелерін техникалық настройкасына. Қазір сенде қандай камерамен түсіріп жүрсің? Менде Sony FX3. Бұл камераны жаңа Бағдәулет деген бар, BQ Store. Сол ағам болады енді, жерлеспіз. Біз үлкен болса аға дейміз, сондай ғой.
сол кісі мен негізі басқа камера алғым келген, енді мен ойлағанмын андай қатты не жоқ, Қайрат саған болмайды, сен тем более жаңағы фэшнда жүрсің, көзге түсіп жүрсің, сен камераңда мықты болу керек деп. Сол кісі өзі жаңағы скидкасын жасап, мен ол жаққа реклама жасап сөйтіп берген болатын. Рахмет айтамын сол кісіге. Көп андай ойымды өзгертті, мен әйтпесе басқа камера алғым келіп жатқан. Қандай камера алғым келеді? Мен A7 IV алғым келіп жатқан. Қазір енді ол мен мысалы 4-ті ұстап көрмедім ол кезде. S3-ті алғым келіп жатқан. S3 пен FX3 бірдей деп айтады ғой негізінде. Матрицалары нелері бірдей ғой. Бірақ енді FX3-те мүмкіндік көбірек екен. Өзім ұстаған кезде сездім. Қолданған кезде. Жарықтарда мысалы күндіз енді фильтрсіз түсіремін мысалы. Сол кездерде көп көмектесіп жатыр. Мысалы кеше фэшнда түсіріп жатырмын FX3 мен. Ол жерде де маған больше информация, больше кадр. Менің кадрлерім андай теневой нәрселер бар емес па? Қараңғы жерлер, уже информация бар менде. Енді мен ол жерде мен ғана емес, қаншама видеографтар түсіріп жатыр. Басқаларында кадрын алып салыстырдым да. Салыстырып көрген кезде, бояп көрген кезде айырмашылық кәдімгідей білініп тұр. Енді бұл камераға андай қатты не, бұдан да мықты бар шығар, бірақ мен өзім қолмен ұстап, көзіммен көрген нәрсені айтып жатырмын да енді. Қазіргі таңда өзіңе өте өзекті камера дейсің ба? Ыңғайлы. Ыңғайлы сенің салаңа. Жақсы. Видео саласына қалай келдің? Жалпы видео саласына. Негізі бұрын бізде мектеп кезінде реп айтатын ек қой, білесіз ба? Айтатынбыз. Ашқазақ деген болған, Труман деген кісілер болған. Қазір білем, Труманды білем. Сол кісілер клип түсіретін, бір ана неде, содан бастап біз соткамен түсіріп не қылдық. Содан кейін менде үйде цифровой фотоаппарат болатын, сонымен түсіріп жүрдік. Мен сонымен түсіріп жүрдім. Өзім кішкене сондай, мен ана мектепте іс-шаралар түсіріп ақша табатын, жаңағыдай туған күндер түсірем. Анау білесіз ба, флешкасы 4К ма сондай. Топтала береді ана еще 2-3 флешка алып алғам. Сөйтіп түсіріп, сөйтіп клип түсіріп, өзім қызығып, жаңағы өзіміз реп айтамыз, сол қайталаймыз, жаңағы Ашқазақтың концертке шақыруын қайталап түсіреміз, өзіміз тағы бірдеңелер істейміз, жаңағы. Сөйтіп басталды. Ол кезде енді мен көбінесе рэпке қызығатындығым айтып, соған енді маған бір сапалы видео болса деген. Содан бастап видеоны зерттеп, сөйтіп осы неге дейін келіп отырмын ғой енді. Деңгейге дейін. Сөйтіп жаңағы қызығып жүріп, жаңағы мен камера ұстап жүргенімді көрсе біреу, сен түсіре алады екенсің ғой деп. Сондай ғой жаңағы. Ананы ұстап жүретін, сөйтіп мынандай камераға дейін ұстап, сөйтіп түсіріп кеткенбіз. Неше түрлі камераларды көріп шықтың дейсің ба? Сөйтіп түсіріп жүрдім. Бір күні енді менде жаңа көп кісілерге шығам да, енді қызығам, енді ана көп алады да, менде жаңа 2-3 мың теңге. Сөйтіп бір күні жаңа өзім камера сатып алдым. Жаңа Sony 1.5 дейді, мынандай үлкен. Соны сатып алдым. Оны будан алдым да енді. Будан алдым, ана өзім ана баллончикпен краскілеп қойған, ана сырты кетіп қалған енді кішкене. Сөйтіп алып, сонымен түсіріп жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде мен қасыма інім келеді. Мен де жұмыс істейін қасыңызда. Жарайды. Камераны бердім. Бір фотигім болады, 600-ді. Canon 600-ді, оны питакта грузчик болып істеп, жаңа тапқандыкім, алғандыкім, сөйтіп жаз бойы жұмыс істеп, соны алғандыкім. Соны беріп қоямын, жаңа камераны беріп қоямын, сөйтіп жүр, болды, қасына тағы бір баланы ертіп алып келеді. Сөйтеді да, уже 2 болды. Сонымен тағы бір бала 3 болды. Менде уже камера жоқ, аналарға не берем. Сөйтіп мен негізі жаңағыдай студия ашам деген ой жоқ қой. Сөйтіп жиналып жатыр да енді. Сонымен барасында жаңағы тағы да фотоаппараттар нелер алдым да, бәріне беріп, сөйтіп бір қарасам уже студия болып отыр екенбіз ғой. Сөйтіп жиналып аяқ асты болып кетті да, мен андай бір план құрған жоқпын, ой мен студия. Ниеттен басталды ғой барлығы. Негізі жаңа анаған жұмыс тауып берейін, енді анау жүріп қалмасын, қолына камера берейін деп сондай ғой. Сөйтіп бір қарағанда жаңағыдай не болды? Студия болды. Енді бір қызық нәрсе айтып берейін. Офисте жаңа таңғы уақыт ертерек келдім да енді. Сөйтіп демалып жатқан, мен соттың безбукада тұрған. Звондаған ғой бір кісі. Бір кезде есікті тақ ұрады. Ашамын, Қайрат қайда, анау оңбаған дейді ғой.
сонымен не болды осындай деймін, телефон алмайды дейді да, қазір бастық қой звондап көрейін деймін да, былай шығып кетемін да, телефонды деген вообще ана полетқа қойып тастаймын да. Сосын тәте не болды, не жағдай сізде десем, сөйтсек біз ол кісінің жаңағы тойы дайын деп айтқанбыз, ол кезде дискімен береміз да, дайындап қойып қойған екенбіз, дайын дегенбіз. Ол кісі сосын бір қолым тигенде барам дегенде, ол Жалағаштан келген, енді ауданнан қалаға келіп тұр ғой, звондайды алып кете қояйын деп, алмаймын, жаңағы алынбаған, келеді да жаңағыдай хайбай шығарады ол кісі. Сөйтіп жаңағы не қазір бастық қой деп, не болды деймін, осындай жаңағы тойым бар еді, анау ашуланып тұр енді ана кісі. Болды деп іздеп тауып беріп, жаңағыдай ренжімеңіздер ше, сол кісі көріп отырса енді ренжімесін деп ойнатып жібергенім бар екен. Сөйтіп жаңағы өзім жаңағы бастық қой деп ше, сөйтіп бір құтылып кеткенім бар сондай жағдайдан. Қызық оқиға екен. Алғашқы ақшаңды қалай таптың дегенде, жағы сен айтып кеттің негізі, алғашқы ақшаңды жағы тойларда бастадың. Енді той деп айтпаймын, жаңа туған күн, мектепте ана бірдеңелер түсірдім. Содан бір 2000 теңге табасың ғой. 2000 теңге бір, ол кезде мен мектепте оқимын ғой. Ол кезде 2000 теңге нормальный ақша. Біз 2000 теңге қылып бір вечер жасап жүретінбіз негізі. Общий класс болып жиналып 2000 теңге вечер жасап жүретінбіз. Ол кезде нормальный ақша. Сондай, солай басталып кетті уже әрі қарай қызығып. Оның үстіне мен негізі неге бұл фото видео саласына жақын болған, өйткені мен үйде мен тұлғалы суреттерім бар да, пленочный фотоаппарат бар ғой, Kodak деген. Сол бар бізде үйде болатын бұрын. Сол кішкентай кезімізде суретіміз бар да, мамам пысыққан сондай нәрсеге. Алып түсіре береді. Сөйтіп содан бастап уже фотоаппарат ұстап үйренгенмін ғой. Анаңнан беріліп отырған ол қызығушылық. Сөйтіп әрі қарай. Мен қалай бастадым? Мен мүлде негізі видеограф боламын, немесе видеомаркетингпен айналысамын деп мүлде ойлаған жоқпын. Бәріміз де ойлаған жоқпыз. Негізі ойлаған жоқпын, шыны керек. Мен негізі камера сатып алдым. Ең басында просто камера сатып алдым, өзіме клип түсірем деп. Енді рэп оқисың, өйтесің, сен айтпақшы да, тоже өз-өзіңе клип түсірем, ана мынау деп сөйтіп сондай ниетпен алдым да. Сосын ол кәсіпке айналып кетті. Сондай болады. Бірінші клиентті қалай алдың? Бізде енді жарайды, клиент демей ақ қояйыншы, тапсырыс берушіні қалай алдың? Тапсырыс мен қазір сіз сұрақ қойған кезде уже екі салада қоясыз да маған. Бұрынғы жаңа мен той саласында болған кезімде, немесе қазір фэшн. Той саласында десек, онда ол бізде былай ғой, біреуін той түсіресің, одан кейін жаңа екіншісі туысқан той түсіресің, жаңа бір тамады көріп қалады, екінші тойына шақырады, сен солай ғой. Бұрын солай болатын. Сарафан. Ол кезде бір Инстаграм деген қатты дамымаған. Ол Инстаграмға салып заказ алу деген нәрсе дамымаған еді ғой ол кезде. Сондай фэшн жағынан келетін болсам, мен шынымды айтсам фэшнда негізі андай ғой, творчествомен не істесең, айналысатын болсаң, саған басында ақша келмейді негізі. Сен ананы творчествоға не шығарғанша, мен даже бір ай модельдерге өзім жазып, өзіме ұнайтын Инстаграмда жазып, шақырып, Есентайға шақырып өзім түсіріп жүретін. Бір айдан кейін барып, маған ақша келе бастады. Бір айдан кейін барып, уже 25 күн ба, 26 күннен кейін барып, уже заказ келді. Оған дейін тегін жүресің. Енді ойласаңшы, маршрутпен бар кеп, бірінші сен өзіңнің атыңа жұмыс жасадың, сосын барып уже атың ақша алып келе бастады. Бұл өте жақсы лайфхак деп ойлаймын. Бастап жүрген мобилографтарға, видеографтарға, егер не істеймін, камерам бар, не істеймін десеңіздер, осы лайфхакты қолдансаңыз болады. Қайраттың негізі көп жаңа балдар сұрайды да, мен заказым жоқ, осындай макбугі бар, камерасы бар, бәрі бар, FX3 жаңағы сондай бар. Мысалы біреу сенде камера бар екен ғой, наны мен түсіріп берші дейтін заман өтіп кетті уже. Ол баяғыда жаңа тойдың кезінде қалды. Кімде камера бар, соған түсетін жаңа ауылда, неде.
қазір ол преимущество емес, ол андай ерекшелік емес. Ерекшелік емес, ол қалыпты да. қазір сен даже идеяң мықты болса арендаға алып та түсіре иә. Қаншама операторлар, қаншама мамандарды білем, мысалға кино саласында. Сол үшін мен негізі, егер сен шығармашылық адам болатын болсаң, бірдеңе ұнайтын болса, негізі өзіңе ұнайтын іспен айналысқан дұрыс та. Өзіңе бір ұнайтын нәрседен сен ешқашан қашып кетпейсің одан. Сен одан энергия аласың, оны қайта түсіре бергің келеді. Сол нәрсені ешкімнің әңгімесіне қарамау керек та, ұра беру керек. Мағандай айтты фэшнді, бастап мен фэшн видеоларымды көрсең, ой, не істеп жүрсің, не мынау цветі, не бояғансың, мысалы сондай әңгімелер болды. Ал просто менің өзімнің стилім сондай деп айтатын. Ол мен өзіме ұнайды, мен осылай істегім келіп тұр. Мен осылай көрем. Осылай істеймін. И солай адам солай болу керек та. Жоқ, тыңдау керек. Может, өзгертетін нәрселерің бар шығар, ойланатын. Бірақ өзіңе ұнайтын нәрсені істеш, сол кезде сынбайсың. Сен біреуге ұнаймы екен деп жүргенде өзің сынып қаласың да. Ол біреуге ешқашан ұнамайды ол. Біреуге ұнасаң, біреуге ұнамайсың. Ал ең басты нәрсе өзіңе ұнау. Өзің жұмысың өзіңе ұнаса, өз кайфыңмен жүрсең жақсы емес па? Сенші, брат, просто кайфовать етші дейді ғой, бір прикол бар еді ғой. Негізі, өте қосылам, негізі сөзіңе қосылам, өйткені Болат Атабаев деген белгілі режиссер бар, сол кісінің бір сөзі бар: өнерді өзің үшін жасауың керексің дейді. Халық просто бағасын береді. Ол кісі де енді өзінің басынан өткен нәрсесін айтып отыр ғой. Мен де сол көрген нәрсеммен, басымнан өткен нәрсемен айтып отырмын. Енді білмеймін, бұл осы подкастта бәрін айтып жатыр енді. Тойда болған ең трэш ситуация. Тойда енді көп видеографтар не қылады ғой. Той камера түсіретін кісілер флешка, батарейка деген нәрселер ғой. Өшіп қалып, камера. Сондай нәрселер болады. Енді мен де көбіне жаңағы той саласында ондай нәрселерге қатты қарайтын мен. Батарейка, флешка деген нәрселерге қатты қараймын. Артығымен алып. Артығымен алып, өйткені мен біреулерден көргенмін да, сол үшін жақсы қарайтынмын. Сонымен енді той саласынан мен фэшнге қалай өтіп кеттім, осы нәрсе жайлы мен айта кетейін. Сөйтіп осылай жүрген кезде бір күні мынандай жағдай болады. Осы Алматыға келіп те мен той түсірем, Алматыға келіп те той алып бастаймын. Ол кезде организаторлар арқылы аласың. Олар ортадан ақша істейді. Өзіңе қалатыны бір тиын негізі. Өйткені сен оператор балдарға бересің. Өзіңе тиын қалады бұл жақта. Енді еркек адам құр жүргенше бірдеңе істеп жүрген дұрыс дейді. Сондай бірдеңе істеп жүргенмін ғой. Сөйтіп бір күні бір 10 тойдың 12-лі болып қалады енді ше. Сондай бір айлық қой, енді бір ай түсіргем. Енді монтаж тойда кешігесің. Өйткені сен 6 сағат түсірсең, 6 сағат отырып оны монтаждауың керек та. Ол сенің уже 2 есе уақытың кетеді. Сол үшін тойда кешігесің монтаж жағынан. Уже бір айдай уақыт өтіп баратыр бастапқы тойларға. Сөйтіп жиналады. Бөленім жаңағы Алматыда оқиды, жаңа неде. Сөйтеді да ол ноутбук сатып алады да, мен программа орнатып алайыншы, сіздің компьютермен тартып алайын дейді. Жарайды деп мен кетем съемкаге, тойға. Кесем, үлкен жаңа сақталатын жесткий диск тап-таза болып тұр ғой ше. Оны барамда мен не істеймін, он той ішінде бір прокурор ма бірдеген той бар. Анау точно өлтіретін мен ше. Енді андай суық тер болып кеткен жарсың. Еще ақшасында ол жақсы төлеген, ол бөлек өзім алған. Не деген жауапкершілік деш? Арада мен айтайын ба сізге, бір 4 ай ма? 4 ай шыға алмай қалдым ғой неден, депрессиядан. Оны барам, жаңа неге берем? Восстановить ететін жерге. Восстановить етеді, полный восстановить етілмейді, короче. Арасынан бар, еще әр той әртүрлі ғой. Сен теріп ал ғой керек тойыңды, адамдардың түріне қарап. Қанша камералық еді? 3 камера, 2 камералық. Енді ол жерде көп кадрлер жоқ. Фотолар шықты енді көбісі. Сөйтіп ең бірінші жаңа кісінің тойынан құтылдым. Прокурор бірінші оны қайта шықты, ол кісінікі ше. Ол кісінікі шықты да. Аллаға шүкірден. Бірінші сол кісінен құтылдым. Дедім, енді организаторлар бар.
енді олар тұрып не істейміз, олар тұрады да, короче, маған айтады, сен ақшасын қойып таста дейді. Ал басқалары иә, енді мен жаңағы кейбір кісілердің былай жасадық, мысалы тәтесі үйленсе, тәтесінің тойы жоқ қой, енді сіңілісінің тойын түсіріп бердім, одан кейін бәрінен, бірақ көбінесе қарғысын алмай құтылдым, негізі түсіріп бердім. Сөйтіп кейбір нелер ақша деген жаңағы қадалып алғандар болды. Сонымен менде бір машина болатын, Nexia 1 деген. Сол машинаны, короче, маған бер дейді ғой. Мен енді кім өзінің астына нәрсесін бергісі келеді. Мен мысалы бергім келмейді. Өзің жаңағы айдап жүрген көлігіңді бергің келмейді ғой. Тасып жүрген. Иә. Сөйтіп мен ақшасын қойып берем деп тұрмын, бірақ қалай қоятынымды білмеймін. Енді сол момент ең бір маған бір сабақ болған момент деп ойлаймын осы ше. Суммасы қандай? Суммасы лям ғой. Енді лям маған қиын ол кезде. Иә, ол кезде. Қазір лям болса бетіне ұрасың ғой, мә деп ше. Сол кезде енді ол сен өзің бір тойдан көп болса бір 30-40 мың, 50 мың, әрі кетсе 100 мың алып қалып жүрген адам, сен ана жерде лям. Ол айтып тұр да, организаторлар біздің қатысым, типа ол өзінің услугасын қосқысы келмейді да, өзінің ұстап қалған ақшасын. Типа тойдың иесіне полный сен қайтарып беруің керексің деген сияқты. Сөйтіп жүргенде бір күн жаңа үйде болмай, мен жақта машинам тұрған ғой, жаңа мен дос балам зал ашып жатқан тренажерный, сол жақта болғам. Сөйтіп келсем машинам жоқ. Сонымен алып кеткен, біз алып кеттік дейді екен. Осындай алып кет, не істейсің енді, сен ақшаны күтіп жүре алмаймыз. Жаңа не қылып береміз, клиент сатамыз да. Енді ол орыс учет болатын, оны любой адам сата береді да, андай типа ана менің атында бірдеңе ғой. Солай алып кет, содан кейін вообще мен жаңа не қылып қалдым. Одан әрі депрессияға түсіп кеттің бе? Или андай біртүрлі не болып қалдың ба? Біртүрлі болып қаласың ғой, енді сен жұмыс жасай алмай қалдың ба? Сен күшің қарасаңшы, сен күшің жетпейді. Анадан, әкеп таста машинаны деп айтуға сен күшің жетпейді. Оған енді анам былай таныстар іздеп көрдім, күшім жетпеді. Енді таныстары менікінен мықты екен. Таныстар болғанда енді несі. Сол кезде, сол моментте. Енді сөйтіп, енді мойындадым ол нәрсенің бәрін. Осылай қабылдадым. Бұған ешкімнің кінәсі жоқ. Ана адамның да кінәсі жоқ. Ең кінәлі адам ол өзің. Неге? Өйткені сен біріншіден арзанға түсірдің, екіншіден уақытылы істеп бермедің. Сосын өзіме сұрақ қойдым да, саған ұнамайды ғой бұл нәрсе. Не істеп жүрсің? Той түсір. Ал маған фэшн саласы енді бір ұнап жүретін, бір Алматыға келгенде де бір қызды бір түсіріп қоятын. Ол кезде фэшн съемка деген вообще адамдар түсінбейді оны. Деп қоя салады ше, қызығатын әйтеуір. Құндылық көрмейді. Иә. Сөйтіп сонымен мен ойландым да, мен фэшн түсірсем, енді стрит стайл ғой мен түсіріп жатқаным, стрит стайл. Енді қараңыз, бұл 15 секундтық видеоға әрі кетсе жарты сағат, 1 сағат түсіресің. Оны сен жоғалтып алсаң, модельге айтасың, қайттан келіңізші, қайттан түсірейік деген сияқты. Тойды үйтіп істей алмайсың. Қайттан тойды ұйымдастыра алмайсың ғой. Қайттан істей алмайсың. Сонымен оңай жағына қарай енді өзіңе ұнайтын, жаңа ұнатып, сөйтіп жаңағыдай айтып жатырмын ғой, басында осылай жүрдім. Басты ауыртпайтын, сол салаға қарай уже жақындадым да. Қазір енді шүкір, әр съемка істеген сайын өзіңе энергия аласың, шығармашылық адам болғаннан кейін. Кайфовать етесің. Мысалы, менде тек жаңағы бәрі модель келмейді ғой. Қарапайым кісілер де келеді. Жаңа үлкен кісілер, әйелдер келеді, түскісі келеді. Енді былай әдемі болып. Енді сондай кезде көп видеографтарға енді мен өзім былай қараймын. Бірінші басында сөйлесіп тұрған кезде қалай әдемі екенін бірінші көріп аламын. Қай жағынан бұл кісі әдемі көрінеді, қалай жүрсе әдемі көрінеді. Біреудің жүргені әдемі, біреудің күлгені әдемі деген сияқты. Біреуді табиғи. Адам сол нәрсені жаңа видеограф көре алса, болды. Клиентке 100% ұнайды уже. Сондай нәрсені қарай білу керек та. Ол сен жаңа съемка істеп жатырмын, болды, жаңа общий, крупный, средний план алып тастадың, болды емес. Сен қара. Ол қалай әдемі? Может, ол көзін төменнен түсіріп бүйтіп қараған кезде әдемі көріне ма? Мысалы, кішкене толықтау қыздар бар ма? Олар бүйтіп қараса әдемі болады. Өйткені астынан түсірсең, білесің ғой. Сосын әр ракурсы болады да, енді әр кісінің былай алатын ракурсы болады. Мені жаңағы
көбісі былай танып кетті ғой, фигурасы идеальный, сондай қыздарды түсіреді. Фигурасын идеальный қыздарды түсіріп көрдің ба негізі? Томпақ па? Иә. Томпақтау қыздар, иә. Томпақ қыздар негізі сүйкімді болады. Иә. Байқайсыз ба? Иә. Томпақ қыздар сүйкімді болады. Томпақ қыздарды уже сен 85-пен түсірмейсің десе. Иә, 16 деген кетеді. Ширикпен. Иә, 16 деген кетеді. Сосын кішкене фигурасын жасап жібереміз, белдерін тартып білдіртпей. Енді о кісілер де өзіне жарасымды киім киіп келеді көбінесе. Қалай өзіне әдемі киіп келген кезде не қылады ғой, енді бүйтіп қатты тырысып тұратын емес, былай бостау киіп келеді, бүйтіп киіп келеді. Сол кезде әдемі көрінеді. Ондай кісілерді де түсіргем. Қайта ондай кісілер мен нем ғой, ондай кісілер мен жақсы көретін шығар. Соска қылып шығарып беремін ғой мен. Қазіргі таңда осы видео саласында өзіңнің стиліңді таптым, кайфовать етіп жүрмін дейсің ғой, иә? Иә. Енді бұл менің негізі мақсатым бұл фэшн индустрия. Қалай жаңа Европада показдар болады, білесіз ба? Сол жерде стрит стайл болады, сол нәрседен шығып кеткен нәрсе бар ғой. Соны көріп жаңағыдай қызығасың да, жаңағы әлемдік модельдер шығып жатады, сурет, эмоция, халық ана жерде жиналып суретке түсіріп жатады. Сол вайб маған ұнайды. Енді болашақта енді уже Европаға қарай солар мен жұмыс істеуге ала бұйыртсын. Может әлде де дамитын шығармыз. Қазір енді менің видеоларым инстаграмда жақсы болып атып жатыр ғой, но бірақ ол Европаға барған кезде ол біздікі басқаша шығар. Бірақ бұл біздің стиль Қазақстан негізі именно осы стрит стайл, фэшн жағынан қатты дамып жатыр. Иә. Біз даже Өзбекстаннан, Қырғызстаннан бірінші, даже Россиядан бірінші істедік бұл нәрселерді. Россияда өйтіп қатты түсірмейтін түкін. Мен де көрмеймін негізі. Иә. Бір бала бар түсіріп жүрген, ол чисто проходка түсіріп жүр. Ол кейін шықты. Онда да типа енді біздегілер өзіңдікін не қылмайды да, кейбір кісілер енді жаңағы вау деп не қылады да. Әйтпесе ол жаңағы білмеймін, мен өзім ол кісілерді жаңағы не көрмеймін енді қатты. Лучше біздің Қазақстанда нелер мықты. Қазір мамандар. Иә, стрит стайл, фэшн түсіретіндер көп. Даже мен өзім ойбай деп қалатындарым бар. Европада бір Шарлот, сосын тағы да бір жігіт бар, соның күйеуі. Шарлот деген қыз күйеуі, бірақ екеуі киім сатады менің ойымша. Олар білмедім. Солардың нелерін көріп. Итальянстер ма? Иә, итальянстер ғой. Или француз ба, итальянстер ғой дейме. Екі ерлі зайыпты, екеуінің аккаунты бөлек. И олар всегда киімдерді көрсету үшін нелер жасайды да, жаңағы проходкалар жүреді, короче, сондай. Саған келеді стритқа. Бірақ олардың жаңағы сатылым воронкасы киімдерге бейімделген деп ойлаймын. Сондықтан сен біздікіде мысалы мен көбінесе клиенттерім киім магазиндері болды. Киім магазиндерге бұл тема жақсы өтіп кетті. Өте жақсы ғой, иә негізі. Мысалы ертең мектеп бітіретін кеш келе жатыр. Вечерний көйлектер қатты өтеді. Иә. Осындай кезде бізге уже бәрі шығып бастайды. Шоу жасап жіберуге болады, иә, кәдімгідей. Образбен, жаңағы әдемілікпен. Сондай атып жатыр ғой. Стрит стайл атып кетеді өзі. Уже инстаграмда сол адамдар соған бейімделіп жатыр. Бейімделген. Ол тез ататын нәрсе, ол жаңа продажаға жақсы тауарларын сатуға киім магазиндер. Көбінесе киім магазиндер келеді. Иә. Киім магазиндерге енді бұл күшті мүмкіндік болды деп ойлаймын. Өйткені оған дейін олар жаңағыдай соткамен түсіріп, бүйтіп жаңағы не қылып жүреді. Өздерінше бір нәрсе істеп, фото салып тек қос. Енді қазір ол әдемі нәрсе. Қазір деген, егер сен нарықтағы тенденциямен бірге ілесе алмасаң өте қиында. Өйткені мен 2018-ден бастадым ғой енді осы саланы, видеомаркетингті, кәсіпкерлерге видео арқылы жаңағы сатылымдарын өсіруге көмектестім да. Бірақ маған бір нәрсе жетіспеді, сөйтсем, маған не жетіспеді десем, шығармашылық жетіспепті. Мен өйткені рэпті қойып кеттім ғой. Рэпті қойып кеттім да, пауза болып қалды. Мен видеомен айналысып жүрмін. Маған ол ұнайды. Бірақ бір нәрсе жетіспейді да. Шығармашылық нәрсе жетіспейді. Рэпке де қайтып орала алмаймын. Және де өзімді видео маркетингте өзімді аяғына дейін таппаған сияқты болдым да. Сөйтіп келе подкастқа келдім ғой. 2 выпуск шығардым. Білмеймін, мен кайфовать етіп жатырмын мысалға ше.
Сондықтан сенің алдыңда келген қонақ психолог маған бүйтіп айтты да, сіз енді бұрында деген рэп оқыдыңыз, содан кейін мына подкаст бұл сіздің жалғастырушы миссияңыз деді да. Сол үшін сіз кайфовать етіп бастап жатсыз дейді. Білмеймін енді бұл неге алып келеді, қазір деген ақырындап бастап жатырмыз. Енді мына 3-ші эпизод, көрермендерге үлкен рахмет, қолдап жатыр. Иә. Ең басында оғаныма рахмет десе. Иә. Жоқ, бұйыртса тағы да ортасында да боласың. Негізі мен де ойлаймын, бұл өзіңіздің салаңыз сияқты. Өйткені сіз рэп айтқанда да ішке ойыңызды айту оған шығар мақсатыңыз. Иә. Подкастта да сіз өзіңіздің ойыңызды ашық айта аласыз. Иә. И оны халыққа көрсете аласыз. Дұрыс айтасың. Сол үшін бұл сіздің жұмысыңыздың жалғасы. Чисто ақша үшін ғана творчествоң қалып кетіп, ақша үшін ғана түсірген кездер болды ма? Иә. Жаңа тойда солай түсірдім. Тойда сондай болды. Негізі той түсіретіндердің бәрі ақша үшін ғой, иә. Әйтпесе сен творчество жоқ қой жерде. 5-6 сағат сен тұрып жүре бермейсің ғой. Ол творчествоға жатпайды ғой 5-6 сағат сен қақиып біреудің жаңа бір кісілер тілек айтады, не қылады, соны қарап бүйтіп тұру деген. Белден бел қалмайды дейсіз. Иә, белден белі қалмайды. Ол жерде чисто ақша алу үшін ғана ғой. Өзім де бір жалданып шыққан адаммын ғой. Просто ақша керек маған болды. Главный записімді бассам қызылды. И кадрым жоқ болып кетпесе, дірілдетпей нормальный момент жаңа ұстап берсем болды. Өткізсем болды. Аман есен. Енді қазір көп той түсіретіндер, енді уже кейбір кісілер бар, үйреніп кеткен тойға. Оларға той қызық, тамады сөйлеп жаңа не айтып жатқандары қызық. Ал маған ол қызық емес той. Мен даже біреудің тойына барсам отыра алмаймын. Мен шетел болғым келеді десейші. Мен отыра алмаймын. Мен достарым тойларына барамын, барғым да келмейді негізі былай. Бірақ барсам отыра алмаймын, шығып кетемін, қайтып кіремін. Бір айналып келемін. Той бітпейді ғой. Қанша сондай нәрселер бар. Той видеографтардың жасайтын ең үлкен қателігін айтып бере аласың ба? Білмеймін, оларда қандай қателік болуы мүмкін. Жауапкершілік қой, осы флешкаңды ұмытпасаң, жаңа батарейкаңды ұмытпасаң. Алдын ала бәрін дайындалу, съемка басталмай тұрып дайындалу керексің ғой, препродакшн жасау керексің ғой. Дайындаласың, бірақ мынандай жағдай болады. Мен тойында көп жүрдім ғой, өзім студиям болды. Сен бір тойға жақсы дайындаласың, ертең той болады, арғы күні той болады, уже бір аптадан кейін сен уже шаршайсың. Ақында загорать етпестейсің. Уже сен үйреніп кетесің ғой. Потокқа. Қатты бүйтіп қарамайсың. Бірақ енді жауапкершілігі бар адам ұстап қалады өзінің несін. Четко қойып қоясың, жауапкершілігің бар. Енді жаңа бұл жерде жауапкершілік деген нәрсеге мен той видеографтарына көбінесе айтатын едім. Негізі енді оны жасамайды бәрібір. Лучше сен бағаңды, қазірде мен той аламын негізі. Бағаны қымбат қоямын. Бірақ делегировать етесің ба? Иә. Операторлар жақсы, өзім көріп жүрген, мықты, ақшасын беремін. Монтажер солай тоже. Той бітеді. 1-2-3 күнде құтылып тастаймын. Өйткені басыма тиген ғана нәрсе. Болды. Мен не істеймін, арзан кемесе кеме ақ қойсын, ол мен үшін жаңа творчество емес. Мен одан кайф алмаймын, ол жерде маған тек ақша керек. Сол үшін жақсы баға айтамын, жақсы сапалы жұмыс. 2-3 күнде бітіріп тез беріп жіберемін. Қызылорда жүрдің, тойдан шаршадың, сосын қай уақытта Алматыға шығу керек деген ой келді саған? Мен Қызылордада жүріп, мен тойдан шаршаған жоқпын ол кезде. Шаршаған жоқсың? Ол кезде менде студия бар. Ақша кеп тұр. Ақша кеп тұрған жерде ешкім шаршамайды, мен Алматыға кеп демалып кететін. Просто саған шығармашылық қажет болды. Шығармашылықты да ол жерде бір шет жағасын істеп жүрдім мен. Шығармашылық сол кезде де бір қыздар түсіріп жүретін мен. Жаңағыдай салондарға ана бір көйлекпен бір ол кезде фэшн деп айта алмайсың енді. Бірақ түсіремін. И бұл жағдайға мен қалай болды? Карантин ғой. Бүкіл студияның құлауына, студияның жоқ болып кетуіне карантин ғой. Карантинде той болған жоқ, білесіз. Бәрі жасырын неғып жасады. Онлайн болып кетті. Бірдеңе болып кетті. Той болмағаннан кейін уже студияларға не ақша табыс жоқ қой. Тек мықты ғана студиялар қалды да. Енді кейбіреулер қайтадан неғып кетті. Мен сол карантинде мен уже Қызылордада, Алматыда той болады деген естисің ғой. Болай береді екен. Үлкен қала ғой, бұл жақта мүмкіндік көп қой. Жыбырлаған адам ақша табады бұл жерде. Былайша қимылдасаң ақша табасың. Сосын мынандай бір жағдай болады. Мен бір блогер қызбен жұмыс істеймін ғой. Білесіз бе, сол кісінің 22 миллион просмотр мен танытқан сол кісі ғой. Атып кетеді видеосы. Бүкіл неге
Өзбекстан бәріне танытқан сол видеомен. Даже оған қазір басқа қыздар өздерінің басын қойып алып соның видеосын кішкене ашықтау түскен. Сол 22 миллион қазір просмотр. Бұл ең көп жинаған просмотр, Жоқ, негізі. Бұл патология емес па? Патология, оның астында бар. Просто мынау мені танытқан нәрсе. Сен танытқан 22 миллион просмотр. Осы қызды, бұл блогер ғой. Гули деген. Махмет па Гули. Примерно сон. Қызылордаға бұл кісілер жаңа неге келеді, білмеймін, сол кезде блогерлер аралайды әр қаланы. Қызылордаға келеді. И мен бұл кісілерді жаңа білем да келген. Сөйтіп гостиницалардың алдына барып күтем. Типа күтіп тұрам, енді шығып қалады шығар, енді фанатсың ғой енді. Қызылорда, Алматы деген сияқты, ана блогер деген енді шығып атты ғой, ойбай деп. Барамыз, күтіп қарап тұрам. Бір кезде жаңа Гули шығады да таксиге отырады да кетіп барады. Оқ деймін, давай суретке түсіп қалайын деген сияқты. Сөйтіп барам да, ол кезде менде кабриолет, бізде той түсіретіндер білет, өзі кабриолет адымыз төбесі ашылатын. Опель ма? Иә, Астра. Сол есімдесің. Volkswagen болды, Opel, солар короче. И барам да бет, жаңа таксимен бет тоқтатам. Сөйтіп барам да, сізбен таксиде, короче, терезеңді аш деймін. Енді ол кезде кішкене нелеусің ғой жаңа. Дерзкий ғой? Иә, сондай ма, әлі ол кезде өзіме олай көрінбеймін. Мен Алматыға келіп білдім ол кезде. Дерзкий екенің ба? Дерзкий емес енді ол ше. Кішкене грубилау ма? Жабайлау. Иә, грубилау деп айтса болады. Сөйтіп терезіңді ашады, тоқта деп тоқтатып, суретке түсейік деп. Сөйтіп суретке түскен. Шошытып алдың ба? Суретке түскенде де бүйтіп белінен ұстап бүйтіп ше. Суретім бар, мен ұяламын, бірақ өзін сақтап қойғам. Сөйтіп Гули, Алматыға барам, саған хабарласам барғанда деймін ғой. Как будто ол маған жауап беретін адам ұқсап ше жаңағыдай. Сөйтіп айтып жүрмін, мен Алматыға кетемін, мен типа той жоқ, қазір Алматыға кетемін. Сөйтіп бір күнде заттарым бәрін жаңағы багажге салдым, компьютер өзі. Опельге. Иә. Камераларым салдым. Алматыға тайып тұрдым ғой. Дос баламыз екеуміз. Сөйтіп Алматыға келіп, сөйтіп Гулиге жаздым, жауап бермейді. Сөйтсем олар ашпайды екен ғой дайректте несі. Запросто қалып. Иә, сөйтіп қасындағы Гуджан деген жігіт бар екен сол кезде бірге жүретін, Тәуіржан. Соған жазсам ол жауап береді. Ол кездесеміз Қағанаттың алдында. Сол Қағанат менің ең Абаяның бойында Қағанат, мен ұмытпаймын ол жерді ше. Өйткені соткам отырайын деп жатқан кезде дос балам айтып жүрген, былай тура жүресің, Абаяда оңға бұрыласың, жүре берсең Қағанатта ашады, соның ішіне кіресің, соткаңды зәрттейсің деп ше. И мен гречка деген тамақты қатты жақсы көрмеймін да. И соны алам ғой, и соткам зәртке қойып қоямын ана жаққа ше. И ана соткам зәртталсын деп гречканы жаймен жегенсің ғой жай. Сөйтіп сол момент сол Қағанатты ұмытпаймын. Сол жерде Гүлжанмен келістік, сонымен жұмыс істедім, онымен сөйтіп Гулимен жұмыс істеп кеттім. Сөйтіп бір күні енді бұл бәрі демалып отырады да. Бір кезде маған сол нәрсені айтып қалады Гули. Сөйтсем ол мен білмейді деген ғой, енді білмейді деп ойлағанмын, кеткен шығар. Ұмытпаған екен. Сөйтсем жаңағыдай нәрсе есінде қалып қойған екен да, сен кезінде маған сөйткенсің деген, ұялып кеткем. Мә деп ше, қалай бол деп. И солай ол кісімен жақсы араласып қалдық. Сөйтіп жаңағыдай енді кейін мен фэшнға келген кезде жаңағыдай съемкаға түсірдік. Ол кезде енді бұл съемка негізі случайно болған нәрсе ғой. Ол негізі өзінің құрбысымен қостасып бүйтіп жаңағы қыдырып жүрген сияқты түсірейік дегенсін. Сондай түсейік деді да, сондай түсіріп атып, мен образына несіне қарадым да. Давай былай жүр. Ерекшелік бердің, идея бердің өзіңнің тарапыңнан. Ана жерде бір идея деп айта алмаймын мен. Кішкене болса да бірақ. 2 кадр ма алдым ғой өзі. Ол просто қосымша ғой, мен ана фэшн сияқтыны жақсы көріп тұрмын ғой, енді бүйтіп ала салдым да. Өзім обработка жасап, жаңағыда бояп, неғып салып жіберем. Сөйтіп атпайды видео. Короче, түнде кешке ма салам. Азында бет тұрып қарасам, 600 мың, 700 мың кетіп баратыр видео. Бір кешке дейін уже миллион болды. Арай тақ уже. Авторство жасадыңдар ма или бөлек шықты ма? Мен бөлек салғам өзім. Өзің сен бөлек шағын? Мен авторствосыз өзім салған. Ол өзі салған жоқ, сен өзіңнің парақшаңа салдың. Мен өзім парақшама салдым. Короче, бұл жерде 2 вариант болды. Bir жанымен, бір алдымен жүрген видео. И мен Гулиге жібердім, давай мен өзіме сала салайын. Өзім видеосын істеп бердім, өзіме сала салайын дедім. Жарайды деді ол. Ол да білген жоқ, мен де білген жоқпын. Мен бірақ сеніп тұрмын. Үміт бар, өйткені жаңа музыкада бүйтіп әдейі неғып қойғам да, көп просмотр жинау үшін ше. Тоқтамайды да, айналып келе береді. Сөйтіп істегем. Қайта көре алатындай. Сондай бір вариант
проб жасап көргенмін енді именно соған. Енді образда ататын образ ғой негізі. И сөйтіп иә сала ғой деді, жарайды деп салып жібердім, соны атып кетті. Екіншісінде салайын десем ғой уже мен салайын дейді да, екіншісінде онда саптырса жер дегенсің ғой, екіншісіне ол да атты, бірақ анау сияқты атып барды да мен салғандай. Содан бастап охват көтерілді, уже охват деген не екенін біліп бастадық, клиенттер уже көп жазып бастады, енді бір танып алды ғой. Бірақ енді жаңағыдай ашықтау қыздарды түсіреді деген немен еқіп қалды да, енді жабық қыздарды түсіреміз ғой біз көбісі, енді жаңағы енді біреу былай айтса біреу басқаша ойлайды деген сияқты. Мысалы біреу әзілдеп жаңағы ашықтау қыздарды ғана түсіреді десе, анау ондайды түсіреді екен, онда мен түсірмейді деген сияқты емес қой деген ғой. Иә. Ол жалпы ол енді бұл саланы жақсы көріп жасағаннан кейін барлығын түсіре бересің ғой, енді жаңағыдай өзің творчество кез келген образда. Бірақ енді саған бұл қажет болды ғой, енді бастамада аудитория жинау үшін, олсыз болмайды ғой. Енді бұл жерде мен бір хейт кетеді деп те өзім де ойлаған жоқпын, қатты олайшы. Енді былай көбінесе маған енді өздері таңдап келген киімдері ғой, енді солай келіп қалды да, енді момент болып қалды солай. Мен бірақ оларға айтқан жоқпын, сен осындай ки, болмаса мен сені түсірмеймін деген әңгіме болған жоқ. Иә, сен оларды бір міндеттеп атқан жоқсың ғой, өздерінің қалаулары. Негізі сөйтіп сырт көзден қарайды да, енді қоғам жаңағы көрермендер көбінесе өздеріне бір андай образды олар шын деп ойлап қалады. Немесе бір жаңағы сен айтпақшы деген, тек қана жалаңаш қыздарды ғана түсіреді деген стереотип пайда болады да оларда. Негізі ол қоғамда қалыпты жағдай сияқты, өйткені олар деген білмейді ғой. Біздің саланы білмейді, ол процесс қалай болатынын білмейді. Содан кейін сондай ойлар, пікірлер қалыптасады деп ойлаймын да. Фэшн видеограф пен той видеографтың айырмашылығы неде? Банальный сұрақ болса да. Бұл енді басқа көрермендерге, жаңағы осы салаға қызығып жүргендерге бір ақпарат болады деп ойлаймын. Айырмашылығы болғанда ол фэшн түсіріп жүрген тойдың да адамы түсіре алады негізі. Просто сен тойды инстаграмға сала алмайсың, ешкімге көрсете алмайсың, мен жұмысым деп біреудің тойын. Былайынан келгенде ролик істеп қоюың мүмкін, бірақ адамдар уже шаршаған одан. Ал сен фэшнда көрсете аласың. Және анау сен біреуге жалданып табатын ақшаңнан мына жерде бір жарты сағат, бір сағатта тауып аласың. Қалған уақытта монтажын істе, демал. Басқа шаруамен айналыс. Тағы да бір айырмашылық бар сияқты. Ол мысалға фэшн видеографқа талғам қажет сияқты. Иә. Талғамы бар болса, ол жаңағы әдемілікті, эстетиканы, немесе жаңағы образдарды, или мысалға саған келген модельдің әдемілігін, немесе жаңағы изюминкасы дейді ғой. Көріп білу керек қой. Сонысын көріп фишкасы біле алады да. Негізі әр модельдің өзінің. Әр адамның өзінің несі бар. Әр клиенттің, енді клиент модель бір неде айтып жатыр да, өйткені мен көбінесе жаңағы сондай бәрі әдемі қыздар түсіретін боласың, бәрі модельде. Сол өзінің фишкасы болады, олардың өзінің бір әдемі жақтары болады. Соны тап та, соны ұста, болды. Ана видео әдемі шығады ғой, болды. Ол өзіне де ұнайды, саған да ұнайды. И болды. Енді бұл салада да бірден жаңа адамдар не қыласа алмайды, менде де арзан суммаған басында 2 видеосын түсіріп беріп, видеосын алып алып ақшаны да қайтарып ше, қырғын. Мен андай конфликтін жақсы көрмеймін да, бере салам қайтарып. Сондай кездерде болды, бірақ ол момент мен сындырған жоқ, өйткені бұл менің жұмысым, жақсы көріп істеймін мен. Бұл даже егер өзім бір идеям болса, бір ойыма бір нәрсе келіп тұрса, мен оған даже ақша салуға дайынмын. Көп фотограф, видеографтар солай. Олар даже локацияға, неге, модельге ақша төлеп та даже шығады. Өйткені анау ол творчествоны сен жасасаң энергия аласың ғой. Ал бізде энергия бізге көп ақша келеді ғой. Энергия жоқ болса, біз өз-өзіміз таппай қаламыз. Бұрында тұрып қаламыз. Сол үшін бізге шығармашылық адамдарымыз ғой. Біз шығармашылық үшін бәріне дайынбыз ғой. Даже күннің астында тұра бересің, Қапшағайда да жүре бересің, ана кадрыңе қарайсыңдар, шампан болып. Талай топырақ болдық қой, топырақты көріп жүрдік қой аузымызда. Қайреке, енді мынандай сұрақ. Сен жаңа айттың, Гулимен шыққан ролик қанша просмотр жинады деп? 22 миллион. 22 миллион. Бірақ бұл потолок демедің сен. Ең потолок просмотр қанша?
50 миллиондай пара. Бірақ енді ол мен салмадым оны. Мен салмағаннан кейін мен айтпаймын. Соавторство просто жібере салған. Болды сондай. Сонда да жақсы нәтиже деп ойлаймын. Енді андайға бір ана өзің неңмен түсіріп, өзің бүйтіп идеяңмен істеген нәрсені өзімдікі деп айта аласың да. Ал сен біреу түсіріп берші деп барып түсіріп беріп, сол атып кетсе ол жаңағы менікі деп мен 100% айта алмайсың. Иә, енді ол басқа видео көріп түсірсе де бұл ататын нәрсе ғой. Бүйтіп қатты құнсыздандыруға болмайды деп ойлаймын. Бұл нәрсені. Бұл жерде енді бірігіп жасалған кейс дейсің ғой. Сол нәтижеге жеткен, сол просмотрға. Короче, мен бір қызық жағдай айтып берейін. Бір модель, жаңа ашық дегеннен шығады ғой, ашықтау дегеннен ше. Ашық киінуден. Ашық киіну деген. Көйлек кисе, егер ішінен ішкі киім кисе, ол сызық көрініп қалады екен да. Сөйтіп ол басқаша бірдеңе киеді екен да. Сонымен бір кісі кимей шығады ғой. Есентайдың Ритц Карлтонмен андай ортасы бар, скверде. Сол жерден постоянно түнде жел ұрады, кешке жел. Жаңа жүру керек, короче, басында білмейді, мен білмеймін вообще. Түсіріп келатамыз ғой, ашылып кетеді ғана жер. Маған көрініп қалды ма деп бүйтіп не қылып қалды да, анау бүйтіп ұялып ше жауып. Мен жоқ дедім да енді. Автоматом. Иә, мен жоқ дедім да. Сөйтіп қызарып кеттім, мен ұялып кеттім өзімде. Біліп не қылды да, сонымен қарадық видеоны, қарайық деп. Қарап, сол жерде өшіріп тастаған. Солай өшіргізіп тастады да енді. Енді бұл біртүрлі жағдай ыңғайсыз жағдай бүйтіп. Жаңағыдай сондай моменттер болған, жаңағыдай ішкі кимей, ол ашылып көрініп қалып, маған уақытылы кимей қалам деп, асығам деп, үйіне барып, ана киіп шықпай ақ қойыншы, осылай келе берейін деп келе салған ғой енді. Кім көріп жатыр, ол бәрі көрінбейтін нәрсе ғой деп шешіп тастай салған шығар. Сондай жағдай болып қалған. Қай брендпен жұмыс саған ең үлкен апгрейд алып келді? Менде қазір ше, Луи Вутонмен жақсы жүріп жатыр жұмыс деп ше. Беріп жатсам. Сеніп қалдым мен. Мен брендтермен жұмыс жасап жатқан жоқпын пока. Көбінесе модельдермен, иә. Брендтермен может болашақта жұмыс жасайтын шығармыз. Кеше Қазақстан Fashion Week'та әйтеуір тұрақты көремін мен сені. Визада жүрік. Визада. Fashion енді андай ғой. Fashion болып жатса, как будто үйінде той болып жатқан сияқты ғой. Вайбы күшті да енді. Өзіңе ұнайтын адамды алда түсіре бер деген нәрсе ғой фэшн. Сахнаны түсір. Бір нәрсе айтып кетейін, бұл фэшн деген, фэшнға қалай қатты қызығып кеттім мен именно подиумда жүретін нәрсеге. Бұл модельдердің әдемілігін қаяқтан байқадым, қалай білдім әдемі екенін. Бұлардың қалай несін позировать еткен кезде қалай күшті тұрады деген сияқты нәрселер болды ғой. Ол нәрселерді мен білген себебім, бізде Батыр деген жігіт болатын, дос боламыз. Сол фэшн показды, съемкасын алады да бізге береді. Короче, біз оператор болып тұратынбыз сол кезде енді. Ол кезде той түсіріп жүремін, бірақ арасында келіп кетемін, өйткені жылына бір 2-ақ рет болады. Көктемде, күзде. Сол кезде келіп түсіреміз. Мен крупный 70-200 крупный планда тұрам. Жаңа модельді тартып, жаңағыдай ше, алыстан жақындатамын да, средний планмен тартып не отырам, крупныймен. Сөйтіп ол позировать еткен кезде алдыға келіп тоқтағанда крупный планға түсіп қалады ол ше. Сол нәрселер көріп, қалай жүрістері ерекше, әркімнің жүрісі әртүрлі. Біреулер жүгіріп шығады, біреулер бірдеңе алып шығады, бүйтіп шығады, әйтеуір. Аналар қалай әдемі деймін да, сөйтіп. Стильдері бар, әрқайсысы енді кейіннен білдік қой, дизайнерлер өзі жүріс айтады екен ғой, сен осылай жүресің, сен былай жүруің керек, сен былай стиль киімге мынандай жүріс керек, мынандай позировать етесің, былай жасайсың деп. Содан басталды ғой деймін, жаңа әдемілігін көру, жаңа сөйтіп әр нелерін қарап бүйтіп сөйтіп жүріп шығып кеттім ғой, жаңа стрит стайлға. Сол салаға тереңдей бастадың ғой? Иә, уже маған қызық бола бастады. Қазақстанда фэшн нарығы қаншалықты үлкен или қаншалықты масштабты? Масштабы қандай? Бізде Қазақстанда фэшн негізі қазір қатты ғой. Қатты дамып жатыр. Қатты дамып жатыр бізде. Мен басқа елдерді көрген жоқпын. Енді мен Бакуде болдым. Әзербайжан Fashion Week, Баку Fashion Week де болдым мен. Ол жақта да тоже не, бірақ бізде фэшндар көп сияқты. Бізде көбірек па? Иә, бізде қазір көп болып жатыр фэшн. Сосын бізге уже жаңа брендтерде шығып жатыр мысалға. Шетелден дизайнерлер келіп жатыр. Жан жақтан. Қызығушылық көп. Иә, басқа елдер ше, көрші елдеріміз типа бізге қарап қызығатын сияқты.
именно осы фэшн саласында біз бір момент болды ғой, білесіз ба, мен фэшн түсірген уақыттарда фэшн жарды ғой. Иә. Бұрын білмейтін едік қой қай жерде фэшн болып жатқанын. Мен мысалы жаңа дос балам сондай фэшнға шақырмаса, мен қай кезде қалай болып жатқанын. Қазір бәрі біледі, шулап кетеді. Қазір даже подиумға модельдер емес, блогерлер шығып жатыр, әншілер шығып жатыр. Кішана Эммануэла деген қызды да көрдім аға. Мысалы дизайнерлер қазір уже білет қалай жарнамалау керек. Жаңа модельдерді емес, бірақ енді модельдердің несі керек. Өйткені ол блогер қанша деген модель емес, ол жүре алмайды. Ол қанша үйрене берсін, қанша мықты бола берсін, бәрі модельдің несі бөлек болады. Өзінің тұрысы, жүрісі. Ол модельный агентстволарды анау-мынау адамды алмайды ғой жерге. Негізінде. Иә. Өзінің бір нелері болу керек аға. Олардың бәрі орны бөлек болып тұрады, ол жүрістері бөлек болып тұрады. Подачалары, жүрістері, нелері, өзінің ұстауы, харизмасы. Енді ол дизайнер қандай харизма қойып береді, соны қойып береді олар. Камерасы бардың барлығы видеограф па? Жоқ. Камерасы бардың бәрі видеограф емес. Видеограф деген нәрсе мен былай ойлаймын. Егер сен бір нәрсемен айналысып жатсаң, бірдеңе түсіріп жатсаң, сен видеографсың да. Егер шығармашылықпен кішкене болмаса жарайды, енді қатты шығармашылық демей-ақ қояйын, бірақ контенттер түсіріп ақша тауып жатсаң, уже сол таза видеограф деп айта аламын енді. Енді типа қазір бұрын ана оператор деген сөз видеографпен алмасып кетті, білесіз ғой. Енді қазір тойда да уже видеограф деп айтылады да, енді оның бәріне не қылуға болмайды да. Бірақ сонда да көп адам видеограф қандай функцияларды атқаратынын білмейтін сияқты. Видеограф деген ол универсал адам ғой, мысалы. Оператор ол жай ғана түсіреді, мысалы. Видеограф деген ол жаңағы сценарийді жаза алу керек, мысалға ше, ол мобильный болу керек қой. Ол сценарийді жаза алу керек. Ол мысалға видео өндірісі негізі үшке бөлінеді ғой, сен өзің білесің. Препродакшн, дайындық, продакшн, постпродакшн. Видеограф соны үшеуінде де істей алу керек. Үшеуінде де бақылай алу керек. Менің ойымша сол да видеограф деген. Сценарийді жаза алу керек, примерно. Қазір түсіре алу керек та, и монтаждай алу керек та. Қазір заман несіне қарай, талабына қарай. Оның бәрі істей алу керек ол нәрсе. Олсыз болмайды, мысалы. Даже сен қандай видео ататын, қандай не өтетінін жаңа біліп отыруың керек та. Анализ жасап отыру керек. Сен егер мысалы қараңыз, екі видео біреу просто так түсіреді, жақсы түсіреді, айтқанын түсіріп береді, монтаждап береді. И біреуі мысалы типа мен бардым, менде идея бар деймін. Қазір не сатпайсың, идея сатасың. Мынау точно өтеді деймін 100%. Давай мынаны түсірейік. Ақшаны кім алады, мен алып кетемін. Даже анау келісіп тұрған ақшадан мен қымбат алып кетемін. Өткен мен идеям өтеді. Мен көрсетіп аламын кейсімді. Міне мынау идеям өткен, мынау да өтеді. Даже идеямен ақша істеп жүрген кісілер бар. Блогерлерге нелерге шығам ғой. Сол жерде контент мейкер деп айтады. Контент продюсер дей ма, контент мейкер дей ма. Қатты несі жоқ, бірақ идеясы мықты. Бір кісі бар сондай. Блогерлерге идея айтады. Атады ананың идеясы. Бірақ андайда әр блогер, енді блогер болғаннан кейін по-любому атады, өйткені оны қолдайтын адамдар бар ғой. Инстаграмда аудиториясы бар. Алғашқы жарты сағатта сені қолдап жүрсе бітті ғой, видеоң атып кетеді ғой сен. Қанша күшті видео болса да сен жарты сағатта ешкім қолдамаса өтпей қалады ол. Бір жарты сағат уақыт қой. Кәм өзің подписчиктерің, нелерің бәрі бір комментарий жазып, бір жарты сағат бір жұмыс істеп жүрші, болды. Видеоң атып кетеді, атады деген видео ғой енді. Ал енді білмеймін, енді беталды түсіріп не қылсаң, может, ол не қылмайтын шығар. Енді адамдар жазатындай себеп болу керек та, солай болса. Жарты сағаттың да уже сен өткізіп жібере аласың. Клиенттер ақы төлеп, бірақ түсінбейтін кездер бола ма? Или түсірмейтін кездер? Бар, көп. Маған даже төлеп тастап, кейін түсемін деді, білмеймін қашан түсетін, бірақ любой момент келсе, дайынмын түсіріп. Менде де бар да, ондай тапсырыс берушілер. Ақшасын төлеп қойды, бірақ әлі что-то 1,5 ай болды, әлі келмей жүр бір тапсырыс беруші. Айтсам дайын емеспін дейді. Енді психологически дайын емес. Мүмкін, сондай кісілер бар, Оларға да арнап біз басқа бір пакет ойлап таптық та қазір. То есть камерадан қорқатын эксперттер бар, мамандар бар, кәсіпкерлер бар.
оларға айтамыз сценарий жазып бүйтіп қиналмайсыздар сіздер келесіздер бізде Арман мырза бар, білікті журналист, сол кісімен сұхбаттасып отырып тақырыптарды анықтаймыз да эксперттілігіңізді шығарамыз. Осылай сұхбаттасып отырып көп кісілер камера қосылсақ не қылып қалады ғой. Мен өзім оператор болғанмен камера қосылса мен де бүйтіп қаламын. Кішкене менде де болады андай нәрсе. Комплекс қалай болып тұр екен деген сияқты. Не болып жатыр ар жақта? Өзімді түсіріп жатсам мен жаңағыдай маған айтады да, типа өзіңде неге түспейсің дейді да. Өзімді түсіріп жатсам мен кішкене ұялып не қыламын. Мен өзімді көп не қыла бермеймін ғой. Өзіңді түсіре бермейсің ғой. Мен өзімді андай қылып көрсеткім келеді да, типа енді ана теневой игрок. Теневой емес, енді типа жұмыс істеп жатқан барысымды түсірсем болады. Бэкстейдж, мысалы қазір соңғы тағы 1,5 миллион бір күнде атып кетті видео. Кеше салдым азында. Құтты болсын. Кешке қарай уже 1,5 миллион. Қазір уже көбейіп жатқан шығар. Оны да жаңағыдай немен салдық қой, системамен. Бастапқы жарты сағат. Өйткені мен андай ойланып жүремін да, енді көп бәр видеом ата бермейді ғой. Бір атқызу керек деймін да, тақ еткізіп, соны сол жерде өзім салдым да, процесс жұмыс істеп жатқан. Мен сондай моментте көрсеткім келеді, өзім бірдеңе істеп жатқан. Мен тұрып алып бүйтіп жаңағы өзімді көрсете алмай тұрған сияқты. Әйел адамға жарасады ол нәрсе, қыз балаға жарасады, ал еркек адамға ондай нәрсе жараспайтын сияқты ол. Мен енді кешіріп қойсын, енді жаңағы модель дос балдарым да бар да, енді олар модель, олардың жұмысы. А мен оператор, мен жұмысым, мен процессті көрсеткім келеді. Но енді білмеймін, енді ол нәрсе енді қатты не қыла қоймайды, бүйтіп тұрған ше. Бір видео жасадым, типа ана сағатқа реклама, мен көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба? Көрдім. Күшті. Сағат подарить еткен, Саха деген бренд. Тақып келмепті. 10 секундтық ролик ары кетсе, 8 секунд, бірақ күшті шыққан маған. Иімен, короче, не жазып, мен проб жасап көріп жатырмын иімен. Ол қалай шығып кетті, бір қыз маған сағатқа видео түсіру керек деді. Сонымен енді идея іздеп бүйтіп тұрдым да, ортасына ии қосу керек шығар дедім да, сондай бір не жазып бір шығарғам. Енді ол тағы да бір видеоңды көрдім, ана Қазақстан Fashion Week-тің жаңағы дронмен түсірілген кадрын сен алып ии арқылы бүйтіп приближение жасап, наезд жасап, ішіне кіргізіп жүріп. Ол жерде дрон болған жоқ. Даже ол Дом Приумов қой, соны алды. Оның алдын даже мен түсірмегенбіз де. Просто ол монтаждап жатқанда ойландым. Тугесінен суреттерін алдым. Сонымен, короче, нано банана жаздым, бәрін бір сурет қылып бер, жоғарыдан дронмен түсірілген сияқты. Болды, солай шығарып берді. И ары қарай промпттар жазып, соны неге кіргіз дедім да. Зданияға. Зданияға кіргізіп, оны бәрі айтады, бірақ ол видео өтпеді, бірақ бәріне ұнапты да, сол переход бірден. Бірақ ол өтпеді. Негізі мен әркім өз аудиториясын жақсы зерттеген дұрыс деп ойлаймын. Мен мысалы аудиторияма сразу әдемі қыздар шығу керек деші, алғашқы 3 секундта. Оларға мен хейт жазатын нәрсе өтеді. Мен білемін өзім аудиторияма не өтетінін. Бірақ мен аудиторияма өтпейтін нәрселерді салам. Өйткені мен соны қабылдайтын адамдарда керек маған. Мен қашан ғана хейт жазатын, жетегінде олардың несіне қарап қалам, пікіріне. Маған да кішкене басқа жағына қарай бүйтіп жаңағыдай эксперимент жасап көру керек. Эксперимент жасап, басқа аудитория керек қой маған. Өйткені мен бәрі хейт жазатындардың бәрін жинап алдым, 120 мың подписчик. Бәрі қыздарға қарап отыратын. Даже андай әңгіме де бар ғой. Сен Инстаграмға қыз көру үшін ғана қараймыз, кіреміз деп ше, андай әдемі қыздар бар ма екен, жоқ па екен деп ше. Сөйтіп қана көреміз дейтін кісілер де болды. Даже съемкаңда қасыңда свет ұстап тұрайын, қасыңа барайын, ана модельдерді қыздарды көріп кетейінші деп. Қыздарды көрейінші деп. Сондай кісілер болды. Мен бірақ оларды қалай ертемін, ерте алмаймын. Өйткені мен ол жерде шығармашылықпен айналысайын деп тұрмын. Жағынан біреу клиент болса да ыңғайсыз сезінеді, бөтен адам болса. Конечно, ол сезеді ғана. Даже білесіздер, қыз баласы фэшн түсірсе клиенті көп болады. Неге? Өйткені әйел адамнан қысылмайды, көрсете береді. Еркек адамнан ұялып қалады, менен ұялып қалатындар бар. Көп қыздар ұялып қалады менен, ұялып не қылып тұрады. Ол бірақ сөйлесіп, не қылып ашып береміз да, мынау күшті ғой, былай істесеңізші, мынандай істей алады екенсіз ғой. Давайте еще раз қайталап жүріңізші, мынаны дейсің, бітті. Істейді, сонымен уже шығарып аласың да өзіңе керек кадрды. Ал ана жерде бейтіп алып, сен тұрып алып деп тұрсаң, ол сенен ұялып тұрады, еркек адамнан қысылады ғой, әйел адам. Ол жерде ол не қыла алмайды, ашыла алмайды. Ашыла алмаған адам ол сен
видеоңа қаяқтан риза болады, сен өзің де риза болмайсың. Кейбір мүлде жаңағы ұялатын қыздарды Арайлым көмектесетін шығар саған. Иә, Арайлым деген фотограф қыздар. Талшын деген дизайнер кісі бар. Стилист дизайнер деп. Дизайнер болып кетсе екен десе. Стилист кісі бар. Сол кісілермен мен біраз болды жұмыс істеп жүрмін. Ол кісілер уже нормальный проектлер алады. Уже 1 жыл ма, 1,5 жыл ма сол үштікті көріп жүрмін да. Иә, ол енді бізге анау мынау демей ақ қойын. Ол жаңағы Талшын деген стилист кісінің несі ғой, енді ол кісі өзі заказ алады, фотосын Арайға береді, видеосын маған береді. И ол кезде біз күшті команда болдыңыз. Иә, күшті команда болып, уже клиентті ашып, жаңағы сөйлесіп жүріп, әшейін ол жерде біз ше демалып жүріп түсіріп ғой. Мен шынымды айтсам съемкаға баратырмын, әңгіме жоқ. Бір кофе ішіп тамақ ішуге баратын сияқты барып, өзі сондай жерлерде түсіреді ғой. Ондай жұмыс кайф қой. Иә, сөйтіп түсіріп кетеміз, бірімізді көріп. Қазақстанда видеографтарды әлі толық бағаламайды. Келісесің бе? Келісем. Менде бір жағдай болған. Бір блогер қазір ол кісі шығарып жатыр. Атын айтпай ақ қойын. Ертең типа мен. Сол кісінің алдыңғы жылы бір съемкасына барам. Енді мен творчество, шығармашылық адам болғаннан кейін кейбір нәрселерге мен келіспеймін да. Мен видеограф болғаннан кейін де өзім біліп тұрмын да. Мысалы, бір видео түсіруіміз керек, И мен ұнамайтын нәрселерді айтамын да, былай болмайды, давай былай істейік деймін, сосын маған тұрып айтады. Жоқ, маған осылай ұнайды, өзім айтқандай істеп берші болды дейді. Жарайды, өзің айтқандай істеп берейін. Түсіріп берем. Ауырып қалам, көктемнің кезі ма, типа тау жақта салқын, мына жылы деген сияқты. Жылы киім шығып кеттім, тауға барып салқын. Сонда жүреміз, бір 3-4 сағат таң атпай барғанбыз. Сол түсіріп берем, монтаждаймын. Еще блогер ол правка келеді, өзіне ұнамайды, мына жер бірдеңе істеп берем. Бір қарасам, салмайды, короче. Сөйтіп сториске жазыппын, новичок видеографпен жұмыс істеп едім. Осындай видео ұнамай қалды, анау қайттан түсіруге баратырмын, қайттан түсірдім деп өздері хейт кетті ма? Иә, бірақ мен атымды не қылмаған да, но бірақ өзіме андай бір ауыр тиіп қалды да, бір түрлі сені бағаламай қалған сияқты болып қалды. Иә. Сөйтіп жаңа видеосын салды, менің сторисіне сала салды да, мына видео еді ғой деп. Халық жазады ғой анаған, мынау күшті ғой, күшті. Салып жібереді. Анадан бірінші лям атады менің видеом. Негізі әдемі видео. Съемка качестводан, цветокоррекция неден не жоқ. Мен өзім айтқандай түсіріп бердім, мін жоқ. Просто өзінің идеясы ұнамай қалды. Кінә кімнен көру керек? Қазір адамдар өзін емес, біреуді кінәлай саған жақсы көреді ғой. Иә. Типа қазір не қыламай жатсақ, мынау сотка кінәлі ғой деген сияқты ғой. Мысалы, жаңа мен де айтып жатыр ғой, пробка ғой, братан деген сияқты. На самом деле өзіміз ғой кінәлі. Негізінде деймін да. Сондайда адам біреуге жауып жіберген оңай не қылады, өзіне ауыртпашылық алғысы келмейді ғой барлық адам. Біреуге сұраса, жауапкершілік алғысы. Болмаса неқа, жаңа тағдыр ғой, солай болып қалды ғой деген сияқты ғой бүйтіп. Алла солай қалады. Иә, солайды ғой деген сияқты. Сөйтіп құтылып кеткісі келеді да сол моменттен. Солай маған жабылып кетеді, мен бір түрлі болып қаламын, мен нем уже кішкене мен өзім бүйтіп жатқан адам жаңа бүйтіп не қылып қалам. Сөйтіп бір күні ойланып, маған не қылып бұны бағаламаса бағаламай ақ қойсын, маған да не керек бар деген болады ғой. Өзіме ұнайтын нәрсемен айналысам, өзім клиентім бар деп, содан кейін ол кісімен мен жұмыс істегім келмей қалды. Өткенде жақында хабарласты, осындай видео түсірейік деп. Ол кезде сенің нарықтағы белсенділігің ол кезде аз ба еді? Аздау ма еді негізі? Жоқ. Жақсы айтқан, мен айтып бәрі бүйтіп отқан ғой, сондайға өз сені айтып не қылып бастағанда бүйтіп жатқан кезде сені бір не қылғысы келген сияқты болып қалды да, андай құнсыздандырғысы келген сияқты болып па? Барлығын көрдік қой біз съемкада ше. Мен анау жаңа қазір сотка ұстап видеограф болып кетіп жатыр ғой, бәрі жақсы ғой. Біз анау камерадан бастадық қой, анау еден бастадық та бәрін көрдік қой. Біз динозаврымыз ғой. Иә, динозаврымыз ғой. Бірақ андай не қылмайсың да, ол бүкіл процессті, бүкіл съемканы көрдік қой. Біз қай неде не істеу керек, любой ситуациядан шығып кете аламыз ғой біз. Қазір любой жерге съемкаға апарса, бүйтіп қарап, күн қалай түсіп тұр, бүйтіп қараймыз да, бірдеңе шығарып бере аламыз. Қазір біраз нені көргеннен кейін, яғаннан кейін атақты адамдармен де жұмыс істедік. Кезінде көкірегін керіп, кейін бүйтіп қалған адамдарды да көрдік қой. Біз андай не қыламаймыз да, мен мысалы өзім не істей алмаймын, бүйтіп кете алмаймын.
просто өзім қалаймын солай қалғым келеді. Енді байқайсыз ба байқамайсыз ба, операторлардың көбісі бір киіммен жүреді, иә. Өткенде біреу маған жазып жіберді, саған ақша төлей ма өзі, сен бір киіммен жүре бересің деп ше, басқа киім алмайсың ба, ақша төлемей ма деген сияқты ғой. Күлдім да, сториске салып қоя салдым. Операторлар жазып отыр да, қаяқтан білсін бізге бір киім ыңғайлы екенін. Мен мысалы мына футболка емес, енді қара осындай футболканың үшеуі бар бірдей неден, шалбардан тура солай. Мен ана бірдей фасоннан сол ыңғайлы. Мен осы киім киіп шықсам, мен съемкке, мен уже мына киімді ойламаймын да. Бүкіл назарың неге? Егер мен бүйтіп андай болады ғой, бір мықты киініп алып бүйтіп стильный болып, тап-таза болып, стильный болып тұрсам, мен деп тұрсам, мен қаяқтан видео түсірем. Маған келген клиент ше ол кезде. Ол вообще құлайды ғой, сосын ол вообще видеоға түсуге настроениесі болмай қалады. Қарапайым, таза, әдемі бір не болды, көзге қатты жарқырамай. Менде де выездной съемкаларда жаңағы оверсайз киімдер кигенді жақсы көремін да. Өйткені кең, жаңағы қалталары көп, батарейка саласың, былай нетесің. Вообще операторлардың нелердің өздерінің киіну нелері бар, өздерінің стильдері бар. Өзіне қалай ыңғайлы солай ғой негізі. Менде мысалы қазір киімдер енді алам да, мен көп киімдерім новый енше тұр, цвет ұнамай қалады. Жаңа несі, маған сол бір нені киіп кетсем болды ше. Өйткені үстінде бір түрлі тұрсам, мен бүйтіп тұрамын да, ыңғайсызданып, жаңа нені түсіре алмаймын. Назарым мына жаққа кетіп қала береді. Маған главный қазір жұмыс қой. Өзім шығармашылығымен айналысып жатырмын, энергиямды жинап жатырмын. Может, кейін жүрерміз жарқырап. Жаңа демалғанда. Қазіргі таңда видеограф айына қанша таба алады деп ойлайсың? Видеографтарда андай максимум мынандай табады, одан ары таппайсың деген нәрсе жоқ. Шектеу жоқ. Негізі өзің ценаңды өзің қоясың. Біреу саған келіп қойып бермейді. Сен мынандайға түсіресің деп. Негізінде. Осындайға түсірем деп өзің қойсаң, сол бағаңды аласың ғой. Сол сумаңды аласың. Қатты басың істеп баратса, сен даже 20 миллионға, 10 миллионға проектілер ала бересің ғой. Істей бересің ғой, қолыңнан келіп тұрса. Нөлден бастайтын адамға не керек? Қазір мысалы көріп отыр, сенің обучениең бар бұлда. Нөлден бастайтын адамға не түсіргің келеді, соны сен бірінші өзіңді тыңдап ал да. Саған не ұнайды, соны біліп алшы бірінші. Нишаны таңдап алу керек. Таңдап алшы. Фэшн ұнай ма, әлде сенде подкаст ұнай ма? Біреулерге подкаст түсірген ұнайды. Біреулер подкасттарды күшті түсіреді ютубқа, андай сағалып, ой деп ше. Біреуге сондай нәрсе ұнайды. Біреуге жаңа той түсірген, маған той күшті дейді. Тойда ой бүйтіп алам, былай алам. Біреу жаңа дронмен тревел жаңа түсірген ұнайды дейді. Сондай бір неңді біліп ал. Біреуге машина түсірген ұнайды. Машинаны әдемі алады. Спидрампен дейсің. Соны сен ең бірінші соны біліп ал да. И ол нәрседен сен қанша ол жерден сен ақша келмесе де, шаршасаң да, сен қайтпайтындай болуың керек та, өйткені сен жақсы көретін іс. Ол сен сындыра алмау керек. Соны біліп ал да. Мысалы, мен фэшн жағынан болсам, сен машинаны жақсы көретін болсаң түсіргенде, сен менен келіп курс алма да. Сен сол машина түсіріп жүргеннен барып ал, сондай түсір, соны дамыт әрі қарай. Сен бірдеңе қос о жаққа. Спидрамп емес, сен басқа бірдеңе қос. Сен иімен бірдеңе істе, сен өзі қазір дамып кетті ғой. Басқа шағыл, сен ерекшелен. Кадр, яғни киноларда бар ғой, бүйтіп түсіріп келаттас, алдынан ішіне кіріп кетіп, жаңа моторынан бүйтіп шығып, руль жағынан адамға шықсын. Ерекше бірдеңелер істеуге тырыс, сол нәрсені дамыт. Бірінші өзіңе ұнайтын нәрсені біліп ал. Мысалы, маған кейбіреулер жазады, мен ақша таба аламын ба дейді. Ол бірінші, ол үйреніп, ол күшті нәрсе жасайын деп тұрған, ол ақша үшін жасап тұр да. Сосын мен айтам, тапқың келсе таба аласың деймін да. Шынымен де ғой. Ақша тапқың келсе таба аласың ғой. Тем более Қазақстанда тұрсын, Алматыда тұрсын, сен отанында. Сен ақша керек десең тауып аласың ғой, қимылдатсаң. Маған ақша керек, мен давай мынандай түсірейін. Жарай біреуін тегін түсір, екіншісін ақша түсіресің. Болмаса сен айт бір жерге, бір магазинге бар. Давай мен бастап жатыр едім. Мен аны сізге түсіріп берейін. Егер ұнап жатса, давай осындай ұзаққа отырайық деген сияқты өзің ұсыныс жаса. Ұялма. Бұрын мен сөйтетін, өзім жазатын бәр нәрселерге, өзім не қылатын. Қазір енді кішкене бет не қалды енді. Өйткені енді қазір мен өзім біреуге жазуға да уақыт жоқ қой. Енді өз қазір командаң бар.
менен үйренген балдар ғой. Иә, шәкірттерім, неғам қасымда жүрген, солар енді команда болып есептелеміз ғой. Бір проекті болса, жаңа бірге жинала қаламыз деген сияқты. Бірақ олар сенде штатта емес қой, олар тоже сен сияқты фрилансерлар ғой. Шет жақта жүреді, керек кезде, проект кезде жинала салады. Қандай скилл ақша алып келеді? Съемка ма, монтаж ба, маркетинг ба? Маркетинг. Ақша келеді, маркетинг қой. Сен өзіңді қалай жарнамалайсың, жұмысыңды қалай көрсетесің, біреуге қалай подход жасайсың, маркетинг. Жаңағы сенің Қызылордада Гулимен кездескеннің өзі де, сол подход, маркетинг подход та. Сен өзіңе, сен оны просто бейсаналы түрде істедің да. Психологияда сен біреудің адамның есінде қалу үшін бірдеңе істеуің керек та. Ерекше, оқыс бірдеңе істеуің керек. Ол адам жаман нәрсе болсын, не болсын, бірдеңе дұрыс емес нәрсе істеп қалуың керек, сен есінде қалып қоясың. Қалып қоюың керексің. Ал сен просто так бүйтіп суретке түсіп деп бәрімен бірге барып суретке түсіп кетсем, ол мені танымайтын еді, ұмытып кететін еді. Ал мен оны бүйтіп белінен ұстап тартып қалдым ғой, бүйтіп тарттым ғой әдейі. Ол психология жағынан ол жағын кішкене білемін да енді. Ондай нәрселер істеу керек сен есінде қалу үшін. Ол көбінесе танымал адамдарға жасалады. Қарапайым адамдар, егер танымал адам есінде қалған кезде сол нәрсені істейді. Өйткені танымал адамдарда күнде неше түрлі адамдар болады, неше түрлі. Олар сен есінде сақтай алмайды. Сен сондай бір нәрсемен, болмаса ол таңғалдыратын нәрсемен бірдеңе қылып жібер да. Сөйтіп есінде қалып қоясың сен. Қарапайым адамдар сияқты жүрсең қалмайсың. Неге көп талантты адамдар дамымайды, өспейді? Мысалға, сен өзің осы салада жүргенің 6 жыл болды, осы Алматыға келгелі бері 6 жыл болды, осы салада, осы нишада, осы нарықта жүргенің 6 жыл болды. Сен қасыңдағы әріптестерді көресің ғой. Кейбір жерінде сенен де мықтырақ та, бірақ бір орында тұрып қалады. Творческий адамдар ғой, шығармашылықпен айналысатын адамдар, олар өздеріне ұнайтын нәрсені істеп жүрген жоқ та. Бір жігіт бар, ол той түсіріп жүр, может оған той ұнамайтын шығар. Тойлы алады, не алады, бірдеңелер істейді. Бірақ ол басқа істейтін адам, шығармашылық адам да. Ол өзін адам шығармашылық жағын таппағаннан кейін сен уже кейбіреулер бар, ішіп кетеді. Ол несін солай басады, ішіп басады. Жоқ, сен өзіңе ұнайтын нәрсені тауып алып істесең, сол нәрседен сен энергия аласың и дальше. Аны даже мен таңғалам кәдімгі. Бұрын ғой енді. Қазір ақша керек па? Тақ бірдеңе шығарып алып тауып алатын жігіттер бар да. Бірақ енді көбісі жаңағындай нәрсемен кетіп қалып жатыр, өзіне ұнамайтын нәрселермен тек ақша үшін жүріп ше. Шығармашылық адамға дүние қонбайды дей ма, ақша қонбайды дей ма, сондай ғой. Сен қатты не қылмайсың да, өйткені сен ол дұрыс нәрсе шығар, бірақ мән бермей. Менің ойымша олай емес, менің ойымша шығармашылық адамдар өздеріне көп кетіп қалатын сияқты да. Мысалға жаңағындай самокопания, мынау өздерін түсінбей, жаңағы нишасын таппайды. Түсіну қиын да, өзін табу қиын болады да. Ал негізі әр шығармашылық адам, жаңа сен айтпақшы, өзінің нишасын тауып, өзіне кайфовать ететін нәрсені тауып алатын болса, ол ары қарай монетизация да жасай алады ғой. Мысалға идеядан идея болады, жанып тұрады да, рухы деген нетіп тұрады, қанағаттанып тұрады. Мен жұмысым психологиямен кішкене қатысы бар да. Адам бірінші, сол үшін де мен кішкене психологиядан білем да, өйткені мен алдыма келіп тұрған клиенттің қандай, кім екенін бірден байқауым керек қой. Анализ жасауың керексің. Ол бунтарка ма, мысалы. Гуль кішкене, менің ойымша, кішкене бунтарка қыз сияқты болып көрінеді да. Всегда енді білмеймін, ол образда болуы мүмкін. Образ шығар. Бірақ бізге өмірде білмеймін ғой, мысалға. Өмірде ол мужик десе. Пацанка деші. Жоқ, андай ғой. Сөзінде тұрады да. Ол кейбір еркек балалар сөзінде тұрмайды ғой. Ол айтты ма істейді ғой. Сол үшін олар. Сені ұстап тұрған ең үлкен қорқыныш қандай болды? Бізде қорқыныш не? Ертең аш қалам ба деген нәрсе ғой. Бірақ бізде ол бүкіл қазақтың басында нәрсе бар да. Біз ашаршылықтан кейінгі поколениеміз ғой. Біздің әке-шешелеріміз, әжелеріміз ертең аш қалмайық деген нәрсемен бізді тәрбиелеп кетті да. Бізден кейінгі балдар олай болмауы мүмкін. Бірақ біз солардың көзін көріп кеткен поколениеміз ғой. Дұрыс айтасың. Сол үшін біз ертең аш қалып қоймайықшы деген немен өмір сүреміз да. Бірақ ертең сен аш қалмайсың сен. Сен күніңді көресің. Ертең саған басқа мүмкіндік келеді. Сен сол нәрсе құртады да.
аш қалып қоямын, мен ақшаға істеп жүрмін ғой, осыны істей берейінші, ертең аш қалып қоямын. Жоқ, сен таста оны. Жарайды, аш жүрсең аш жүр. Шамалы басында аш жүретін шығарсың. Ол тамақ деген адамның бір өмірлік не нәрсесі емес қой, құндылығы емес қой. Ол әшейін сен тамақ үшін өмір сүрмейсің ғой, өмір сүру үшін тамақ керек, просто болды. Сен жүре бер, негізі еркек адамға да табылады ғой. Любой жерден тамақ табылады негізі. Ол тамақ не деген нәрселер ше. Сол үшін бізді құртатын нәрсе аш қалып қоям ба, ақшам болмай қалатын шығар, осында жүре берейінші, осы нәрсені түсіре берейінші деп, сол нәрсемен қалып қоясың да, өзіңе шығармашылығыңа қарай көңіл бөлмейсің. Ол нәрсе сені уақыт өте келе өлтіре береді. Көп адам ол нәрсеге шыдамайды. Даже тастап кетеді. Бақытвый жұмыс істеп жүрген операторларды білемін, видеографтарды білемін. Даже қойып кеткен бәрін. Вообще түсіргісі келмейді. Көңіл қалғанда. Көңіл қалды. Неше түрлі басқа салаға кетіп қалған. Сол үшін де өйтіп ақша үшін деп жүрмеу керек сияқты. Табандылық керек қой. Бір нәрсені бір мақсатқа жету үшін табандылық керек сияқты. Бір момент болды ғой, мысалы Алматыда. Мен Алматыға келдім, жүрдім, бір моментте менде вообще кәдімгідей енді ақша да болған жоқ, заказ да болған жоқ. Мен таксовать еттім. Сол кезде февраль айында көтерілістен кейін, сол кезде таксовать етіп жүрдім мен. Сол кезде мен даже февральда мен машина ішіне қонған кездерім болды. Өйткені мен квартирадан шығып қалдым, не алдым, кішкене ақша жоқ, таксовать етем. Түнгі 2-3 күн ұйықтаймын, азында ерте тұрасың. Ана плед жамылып аласың, аяқ жақтарын қырау болып атады. Ана машина, ескі машина болды, ішінде жылу кетіп қалады. Сол кезде мен өзіме уәде бергем. Мен таксовать етем ба, әлде басқа нәрсе істеймін ба? Мен қайтпаймын артқа. Мен не істеп жатқанымды кім біледі? Мен адамдар тек сен нәтижеңді көреді ғой, сен қиналғаныңды көрмейді ғой. Олар сенің нәтижеңді көреді. Сол үшін мен не істесем де қайтпаймын. Қазір мен таксовать етіп жүрмін. Ол маған кішкене бос жүрмес үшін. Сөйтіп таксовать етіп жүргенім негізі көп пайдасы дейді маған. Мен видеограф едім ғой, оператор едім ғой. Мен неге таксовать етіп ақша тауып жүрмін? Өйткені таксовать етсең қымбат машина алғың келеді. Жаңағы сондай ғой енді. Уже машинаның темасына. Камри алып, ол кезде Камри 70-тер жүреді бизнесте. Сондай мен таксовать етемін. Қазір менде 70 бар ғой. Мен оны таксовать етпеймін ғой мен үшін. Мысалы. Бірақ сөйтіп ойлайсың да, сен патологың сол да, типа. Патолог сондай ойлап қалады екенсің. Ойлау қабілетің сондай болып қалады. Сол үшін мен енді өзіме уәде бергенмін, вообще таксовать етпеймін. Мен оператормын, видео түсірем, сонымен ақша табам, таппасам керек емес. Лучше білмеймін. Басымды мен идеяға неге жұмыс істетейін. Өйткені сен таксовать етсең білесің ғой. Шектеліп қаласың. Идея жоқ сенде. Сен үкіметке не айтып жүресің, риза болмай, типа мына жердің жолы жаман, ана жерде камера деп. Өзің жолда жүріп көріп жүргесің, сол нәрсені ғана көресің ғой. Әркім өзінің деңгейінде, аумағында көреді ғой. Сол үшін адам өзінің сүйіктісімен бәріне соған келіп тұр ғой енді. Өте пайдалы подкаст болды деп ойлаймын. Осымен біз қорытындыласақ бүгінгі подкастымызда, негізі өте қызықты болды деп ойлаймын өзіме. Жаңадан бастап жүрген видеографтар, мобилографтар, контент-мейкерларға сен бір 3 кеңес айтсаң, пайдалы болатындай, немесе лайфхак айтсаң. Даму керек. Біліміңе, сен мобилографсың, видеографқа көшкің келеді. Тез сабақ сатып ал. Біз құсап ана түсіріп көріп, уақытыңды кетірме. Сатып ал, білім сатып ал, мықтысын алып ал. Сөйтіп бастап кет. Практика. Басында ұялма. Тегін болса да шығармашылық. Сен кейс жинауың керек. Сен жасауың керек. Сенде кейс болмаса, сен мен қалай түсірем деп айта аласың. Кейсін істе бірінші. Портфолиоңды көрсетуің керексің. Сосын съемка монтажын уақытында беріңдер. Ол бірінші кеңес. Уақытында берген дұрыс. Дұрыс, жауапкершілік. Шайды да мысалы, ыстық кезінде ішкен дұрыс дейді. Сондай сияқты ғой. Бәр нәрсе уақытында беріп тастасаң жақсы. Өйткені мен уақытылы бермегеннен не көрген адамы ғой. Сол сабақ болған. Бірінші өзіңнің нишаңды табуың керексің. Табанды болуың керексің. Ешқандай қиындық, жаңағындай сынып қалмауың керексің сынақтардан. Сосын үшінші ол жаңағы жауапкершілік болу керек. Көп нелер жауапкершіліктен не қылады ғой?
қашқанда клиенттерін жоғалтып жатса да. Иә. Дұрыс айтасың. Жоғалтып алады. Жауапкершілік ең бірінші нәрсе ғой. Адамға қарым-қатынасқа жауапкершілік керек қой. Видеография саласында онлайн сабақтар қазір негізі нарыққа енді кіретін сияқты да. Сондықтан болашақта егер жасағың келіп жатса, бірігіп жасай аламыз. Жасай. Көмектесе аламын. Менде мысалы қазір қосымша сайттан табыс түсіп отырады ғой. Мен оттарымда сайт жасап қойғам, сол жақтан түсіп отырады. Соны айтайын деген. Мен курстарым салып қойсам, тоже сабақ. Ол да бір не ғой, өзі түсіп отырады, жүйелеп қойсаң. Ол жерде енді ең бастысы жүйе, жақсы жүйе құру керек та, методология жаңағы сабақтың. Әрине кері байланыс. Сол үшеуі. Онда құрметті достар, бүгінгі подкаст сіздерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Осы салаға қызығып жүргендер, осы салада жүргендер өздеріңізге бір пайдалы ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Біздермен болғандарыңыз үшін рахмет. Комментарий жазыңыздар, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Қайраттың жаңағы осы саладағы болған оқиғаларына байланысты өздеріңіздің де оқиғаларыңызды жаза кетіңіздер. Лүпіл басыңыздар. Келесі кездескенше, бүгін бізде қонақта болған номер 1 Қазақстандағы бұны отмечать ету керек. Номер 1 Қазақстандағы фэшн видеограф Қайрат Көреген.